Түнгі сағат 2-ден енді ғана асқан. Қала көшелерінің көбінде жарық өшіп, үйлердің терезелерінен анда-санда ғана әлсіз сәуле көрініп тұрған кезде, жедел жәрдем көлігінің ішінде отырған 24 жастағы фельдшер Мирас диспетчердің дауысын үнсіз тыңдап отырған еді. Бірақ сол сәтте ол бірнеше жылдан бері күн сайын талай адамның тағдырына куә болып, талай үйдің есігін қағып, талай жанның ауырған жерін ұстап, талай адамның өмір үшін күресіп жүрген өз жұмысының дәл осы түні өзінің өміріне де әсер ететінін, бірнеше сағаттан кейін жүрегінде өшпейтін із қалдыратын бір оқиғаға тап болатынын әлі білмеген еді. Мекенжай қабылданды, жеке үй, қала шеті, жағдайы ауыр науқас, ес-түссіз болуы мүмкін деген диспетчердің қысқа ғана сөзі көліктің ішіндегі тыныштықты бұзып жіберді. Мирас бірден орнынан қозғалып, медициналық сөмкесін өзіне жақындатып, ішіндегі қажетті дәрі-дәрмектер мен құралдарды қайта тексерді. Өйткені оның жұмысының ең қиын жері де, ең жауапты жері де осы болатын. Қоңырау түскен кезде адамның кім екенін, қандай мінезде екенін, бай ма, кедей ме, жалғыз ба, жалғыз емес пе екенін сұрап отыруға уақыт болмайтын. Тек мекенжайды алып, бірнеше минуттың ішінде сол жерге жетіп, алдынан шыққан адамның өмірін сақтап қалуға бар күшімді салуым керек еді. Мирас үшін мұндай түнгі шақыртулар жаңалық емес болатын. Ол мектепті аяқтағаннан кейін бірден медициналық училищеге түскен. Мектеп қабырғасында жүрген кезінің өзінде-ақ Мирас адамға көмектескенді ерекше жақсы көретін. Сыныптастарының бірі жарақат алып қалса, мұғалім шақырғанша жанында отырып, қолынан келгенше демеу көрсететін. Ал анасы Анар, баласының осы мінезін байқап, кейде үйде, «Балам, сенің жүрегің жұмсақ, медицина саған жарасады» деп айтатын. Мирас ол кезде анасының сөзіне жай ғана күлімсіреп қоятын. Бірақ жүрегінің түкпірінде шынымен де адамдарға пайдасы тиетін маман болсам деген үлкен арман жататын. Анар жалғыз өзі 2 баласын тәрбиелеген еді. Мирастан кейін дүниеге келген қызы Құндыз ағасына ерекше жақын болатын. Бала кезінен бастап ағасының соңынан қалмайтын. Мирас мектептен үйге кешігіп келсе, терезеге қайта-қайта қарап, оның жолын күтетін. Ал Мирас үйге кірген сәтте, «Аға, бүгін не әкелдің?» деп жүгіріп шығатын. Мирас қарындасын еркелетіп, кейде қалтасындағы соңғы ақшасына кішкентай шоколад алып келетін. Құндыз үшін сол шоколадтың бағасы маңызды емес еді. Ағасының өзін ойлап, бір нәрсе әкелгені маңызды болатын. Ал Анар 2 баласына қарап отырып, өмірінің барлық қиындығына қарамастан өзін бақытты сезінетін. Ол балаларының әкесіз өскенін ешқашан білдірмеймін деп тырысатын. Олардың алдында мықты болуға тырысатын. Бірақ түнде балалар ұйықтап қалған соң, ас үйдің қараңғы бұрышында үнсіз отырып, көз жасын сүртіп алатын кездері де аз емес еді. Мирас мұның бәрін сезетін. Сондықтан мектеп бітірген жылы анасына, «Апа, мен оқуға түсемін, кейін жұмыс істеп, сізге көмектесемін» деген. Анар баласының жүзіне ұзақ қарап тұрып, «Өзімді ойла балам, мені кейін ойларсың» дегенімен, оның көзіндегі қуанышты жасыра алмаған. Мирас медициналық училищеге түсіп, 3,5 жыл бойы оқыды. 3,5 жыл. Бір қарағанда қысқа уақыт сияқты көрінгенімен, Мирас үшін ол жылдар өміріндегі ең ауыр әрі ең маңызды кезең болды. Алғашқы жылы ол анатомия, физиология, алғашқы медициналық көмек сияқты пәндерден қиналды. Кей түндері кітапты алдына жайып қойып, таң атқанша оқитын, ертеңіне сабаққа ұйқысы қашанбай келсе де, ешкімге шағымданбайтын. 2-ші жылы тәжірибелік сабақтар көбейді. 3-ші жылы ауруханадағы кезекшіліктер басталды. Сол кездерде Мирас медицина дегеннің кітаптағы әдемі сөздерден тұрмайтынын түсінді. Медицина – адамның ауырған дауысын есту, қорыққан туыстарына сабыр айту, кейде бірнеше секунд ішінде шешім қабылдау, кейде қолынан келгеннің бәрін істесен де, адамның тағдырын өзгерте алмау. Ал ең қиыны сол адамның көзін өмір бойы ұмытпау еді. Ол училищеде оқып жүрген кезінде алғаш рет қайтыс болған науқастың туыстарын көрген. Сол күні үйге келгенде әдеттегідей ас ішпей, үнсіз отырған. Анар ұлының жүзіне қарап, «Не болды балам?» деп сұраған. Мирас біраз уақыт үндемей отырып, «Апа, адам өмірі бір сәтте өзгеріп кетеді екен» деген. Анар ұлының басынан сипап, «Сондықтан адам тірі кезінде бір-бірін ренжітпеуі керек» деген. Бұл сөз Мирасқа өмір бойы есте қалды. 3,5 жыл өте шыққанда,
Мирас медициналық училищені жақсы нәтижемен бітіріп, фельдшер мамандығын алды. Сол күні Анар баласына қарап отырып, көз жасын тыя алмады. Міне, менің балам фельдшер болды, деді ол мақтанышпен. Құндыз ағасының дипломын қолына алып, аға, енді сіз адамдарды құтқарасыз ба деп сұрады. Мирас күліп, қолынан келгенше деген, бәрін құтқарасыз ба? Мирас сол сұраққа бірден жауап бере алмады. Өйткені медицинада жүрген адам бір нәрсені ерте түсінеді. Сен бәрін құтқарғың келеді, бірақ тағдырдың алдында адамның мүмкіндігі шектеулі. Сонда Мирас қарындасының шашын сипап, бәрін құтқаруға тырысамын деді. Оның фельдшер болып жұмысқа орналасқанына бірнеше жыл болды. Анар ұлының басынан сипап, сондықтан адам тірі кезінде бір-бірін ренжітпеу керек деген. Бұл сөз Мирасқа өмір бойы есте қалды. 3,5 жыл өте шыққанда, Мирас медициналық училищені жақсы нәтижемен бітіріп, фельдшер мамандығын алды. Сол күні Анар баласына қарап отырып, көз жасын тыя алмады. Міне, менің балам фельдшер болды, деді ол мақтанышпен. Құндыз ағасының дипломын қолына алып, аға, енді сіз адамдарды құтқарасыз ба? Деп сұрады. Мирас күліп, қолымнан келгенше деген, бәрін құтқарасыз ба? Мирас сол сұраққа бірден жауап бере алмады. Өйткені медицинада жүрген адам бір нәрсені ерте түсінеді. Сен бәрін құтқарғың келеді, бірақ тағдырдың алдында адамның мүмкіндігі шектеулі. Сонда Мирас қарындасының шашын сипап, бәрін құтқаруға тырысамын деді. Оның фельдшер болып жұмысқа орналасқанына бірнеше жыл болды. Содан бері оның өмірі шақыртулардан тұратын. Мирас фельдшер болып жұмыс істей бастаған алғашқы күндерінен ақ бұл мамандықтың сырт көзге көрінгендей оңай емес екенін түсінді. Өйткені оқу орнында алған теориялық білім мен шынайы өмірдегі жағдайдың арасында үлкен айырмашылық бар еді. Кітапта бәрі ретімен жазылып, әр аурудың белгілері, алғашқы көмек көрсету жолдары, дәрі-дәрмектің мөлшері көрсетілгенімен, науқастың қиналып жатқанын көргенде, оның туыстары жан-жақтан сұрақ қойып, ал сенің алдында санаулы ғана минут тұрған кезде, сол білімнің бәрін дұрыс пайдалану үшін сабыр, батылдық және үлкен тәжірибе керек болатын. Алғашқы айларда Мирас әр шақыртуға жүрегі дүрсілдеп баратын. Телефонға шақырту түскен сайын, мекенжайды мұқият жазып алып, медициналық сөмкесін тексеріп, қажет құралдарының бәрі бар екеніне көз жеткізетін. Содан кейін жедел жәрдем көлігі қозғалғанда, керезеден сыртқа қарап отырып, бірнеше минуттан кейін қандай жағдайға тап боларын ойлайтын. Бір күні қарт адамның қан қысымы қатты көтеріліп, өзін өте нашар сезінгеніне барды. Екінші күні баспалдақтан құлап, аяғына ауыртып алған жас жігітке барды. Үшінші күні кішкентай баланың дене қызуы көтеріліп, анасы қатты қорқып отырған үйге шақырылды. Кейде жүрегі қысылған қарт кісілер болатын, кейде демі тарылған адамдар кездесетін, кейде көшеде жарақат алған адамға көмек көрсетуге тура келетін. Ал кей кездері шақыртуға барған кезде науқастың жағдайынан гөрі үйдегі адамдардың қорқынышы мен абыржуы күштірек сезілетін. Мирас әр барған жерінен бір нәрсе үйреніп қайтатын. Біреудің сөзін тыңдаудан, біреудің жүзінен жағдайын байқаудан, адамның қорқынышын басудан, ең бастысы қиын сәтте өзінді жоғалтпауға. Бірнеше айдан кейін оның қолы үйрене бастады. Бұрын ұзақ ойланып істейтін әрекеттерін енді жылдам орындайтын болды. Медициналық сөмкесіндегі құралдардың қай жерде тұрғанын қарамай-ақ білетін. Әр түрлі жағдайларда қандай белгілерге ерекше назар аудару керектігін тәжірибеден үйренді. Әріптестері де оның жауапкершілігін байқай бастады. Мирас, сен алғаш келгендегі өзімнен мүлде басқа болып кетіпсің, дейтін аға фельдшерлердің бірі. Мирас күлімсіреп, шақыртулар үйретіп жатыр ғой, деп жауап беретін. Шында да оны ең көп үйреткен шақыртулар еді. Бір күні олар түн ортасында жалғыз тұратын қарт әжейдің үйіне барды. Әжейдің жағдайы нашарлап кеткен екен. Мирас оның қолын ұстап, әже, қорықпаңыз, біз қасыңыздамыз деді. Қарт әйел әлсіз дауыспен, балам, сенің дауысың менің ұлымды еске түсірді деді. Мирас не айтарын білмей қалды. Сол кезде ол медицинада дәрі ғана емес, адамның жылы сөзі де маңызды екенін түсінді. Тағы бір күні жол апатына түскен жігітке көмек көрсетуге барды. Айналада адамдар көп еді. Біреулер телефон ұстап тұрды, біреулер дауыстап сөйлеп жатты. Біреулер не болғанын сұрап әлек. Ал Мирас сол сәтте айналаның бәрін ұмытып, тек науқастың жағдайына көңіл бөлді. Сол түні үйге қайтқанда оның қолдары шаршағанымен ойы тыныш еді. Анар ұлының түріне қарап, балам, жұмысын ауыр болып жүрме деп сұрады.
Мирас аяқ киімін шешіп отырып, «Ауыр апа» деді. «Онда басқа жұмыс іздемейсің де?» Мирас біраз үнсіз отырды да, «Жоқ апа, маған осы жұмыс ұнайды» деді. Анар ұлына ұзақ қарады. «Адамға көмектескен сайын өзіңде шаршайсың ғой». «Шаршаймын, бірақ бір адамның жағдайы түзеліп, оның жақындары қуанып жатқанын көргенде, сол шаршағаным ұмытылады». Анар ештеңе демеді. Кек ұлының алдына тамақ қойып, «Онда тамағыңды іш» деді. Ал Құндыз ағасының жанында отырып, оның күн ішінде көрген жағдайларын сұрайтын. «Аға, бүгін қандай шақырту болды?» «Әртүрлі болды». «Ең қиын қайсысы?» Мирас қарындасына қарап. «Ең қиыны адамның сенен көмек күтіп тұрғанын сезіну» деді. Құндыз ағасының сөзін толық түсінбесе де, оның жұмысын бұрынғыдан да қатты құрметтей бастады. Уақыт осылай өтіп жатты. 1 жыл өтті. 2 жыл өтті. 3 жылға қарай Мирас тәжірибелі фельдшерге айналды. Ол бұрынғыдай әр шақырту алдында қатты қобалжымайтын, бірақ ешқашан немқұрайлы болмайтын. Өйткені ол бір нәрсені түсінген еді. Жедел жәрдем қызметкері үшін жай ғана шақырту деген болмайды. Біреудің басы ауырып шақырғаны, ол адам үшін ең ауыр күн болуы мүмкін. Біреудің кеудесі қысылғаны, отбасының тағдырын өзгертер сәт болуы мүмкін. Біреудің құлап қалғаны, өміріндегі соңғы оқиға болуы мүмкін. Сондықтан Мирас әр есікті бірдей жауапкершілікпен қағатын. Бірнеше жыл өткен соң, оның ішінде тағы бір ой пайда болды. Ол өз білімінің жеткіліксіз екенін сезіне бастады. Қанша тәжірибе жинаса да, кейбір күрделі жағдайларда дәрігерлердің шешіміне қарап қалатын сәттері болатын. Сонда ол өзіне, «Мен бұдан әрі оқуым керек» деді. Бір күні жұмыстан кейін медициналық университет туралы ақпараттарды қарап отырып, ұзақ уақыт экранға үнсіз қарап отырды. Жоғары медициналық білім алғысы келді. Дәрігер болуды ойлай бастады. Бірақ бұл оңай шешім емес еді. Үйде анасы бар. Құндыздың да өз өмірі қалыптасып келе жатқан. Оқуға түссе, бірнеше жыл қайтадан оқу керек. Жұмысын қалай жалғастырады? Ақшаны қайдан табады? Анасына кім көмектеседі? Осы сұрақтардың бәрі оның ойын мазалады. Сол кеште Мирас асүйде отырған Анарға, «Апа, мен университетке түссем қалай болады?» деп сұрады. Анар қолындағы шайын үстелге қойып, баласына қарады. «Қандай университет?» «Медициналық университет. Дәрігер болғың келеді». Бөлмеде біраз уақыт үнсіздік орнады. Анар ұлының жүзіне қарап отырды. Сосын жай ғана, «Егер жүрегің соны қаласа, оқып алам» деді. Мирас анасының бұл сөзінен кейін алғаш рет жеңіл тыныстағандай болды. Бірақ дәл сол сәтте Анардың жүзінен бір сәттік алаңдаушылықты байқап қалды. Ол анасының неге алаңдағанын сұрамады. Ал Анарды айтпады. Өйткені оның жүрегінде баласына айтпаған бір сыр бар еді. Бұл сырдың Мирастың болашақ тағдырына қатысы бар екенін ол кезде екеуінің де білмегені анық еді. Мирас медициналық университеттің жалпы емдеу факультетіне оқуға түскен күні өзін бұрынғыдан да үлкен өмірдің табалдырығында тұрғандай сезінді. Өйткені бірнеше жыл бойы жедел жәрдем көлігінің ішінде адамдардың өмірі үшін күресіп үйренгенімен, енді оның алдында кек фельдшер болып қалмай, нағыз дәрігер болуға апаратын ұзақ әрі ауыр жол ашылған еді. Ал ол жолдың қанша қиындық әкелетінін, қанша түнін кітаптың үстінде өткізетінін, қанша рет шаршап отырып та қайтадан оқуына тура келетінін ол кезде әлі толық түсінбеген болатын. Университетке алғаш барған күні Мирас үлкен ғимараттың алдына ұзақ қарап тұрды. Айналасында жүздеген студент жүрді. Біреулері ата-анасымен келген, біреулері достарымен күліп сөйлесіп жүр. Ал Мирас қолында құжаттары салынған папкасын ұстап, ешкімге білдірмей керен дем алды. Ол өзіне, «Міне, басталды», деді ішінен. Ол үшін бұл жай ғана оқу емес еді. Бұл бірнеше жылдық еңбегінің жалғасы болатын. Мирас жалпы емдеу факультетіне қабылданды. Алғашқы күндері университет өмірі оған қызық көрінді. Жаңа аудиториялар, жаңа оқытушылар, түрлі мінезді студенттер, күрделі медициналық терминдер, күн сайын көбейіп жатқан пәндер, бәрі оның өміріне жаңа тыныс әкелгенде еді. Бірақ алғашқы қызығушылық көп ұзамай үлкен жауапкершілікке айналды. Университеттегі сабақтар оңай емес еді. Бір пәннің өзі бірнеше сағатқа созылатын, ал оқытушылар әр тақырыпты терең түсінуді талап ететін. Мирас бұған дайын болғанымен, оның бір үлкен қиындығы бар еді. Ол
Сабақтан кейін үйіне барып демала алмайтын. Өйткені ол фельдшерлікті тастаған жоқ. Оқумен қатар жедел жәрдемде қосымша кезекшілік атқаратын. Бір күні таңертең университетке ерте келіп, бірнеше сағат дәріс тыңдайтын, түстен кейін практикалық сабаққа қатысатын. Ал кешке жедел жәрдем станциясына барып, түнгі кезекшілікке түсетін. Кейде түн бойы шақыртудан шақыртуға барып, таңертең үйге соқпастан университетке кететін кездерде болатын. Сонда оның көздері қызарып, жүзі шаршап тұратын. Бірақ ешкімге «мен шаршадым» деп шағымданбайтын. Өйткені оның ойында бір ғана нәрсе бар еді: анасына ауыртпалық салмау. Анардың өзі де қарапайым өмір сүретін. Баласының оқуына ақша керек екенін білсе де, оған «балам, жұмысты таста, мен бір амалын табармын» деп жиі айтатын. Ал Мирас: «жоқ апа, сізге жеткілікті. Мен өзім оқуға да, жұмысқа да үлгеремін» деп жауап беретін. Бірақ кейде оның бұл сөзінің артында қанша шаршау жатқанын Анар сезетін. Бір кеште Мирас үйге түнгі кезекшіліктен кейін таңға жақын келді. Есікті ақырын ашып кіргенде үй іші тыныш еді. Анар ұйықтап жатқан шығар деп ойлаған. Бірақ ас үйге кіргенде үстел үстінде тамақ пен шай тұрғанын көрді. Ал жанында кішкентай қағаз жатты. «балам, жұмыстан келсең тамағыңды ішіп ал. Таңертең сабаққа асықпа, өзімді күт». Мирас қағазды қолына алып ұзақ қарап тұрды. Ол анасының әрдайым өзін күтетінін білетін. Бірақ соңғы уақытта Анардың бұрынғыдан тез шаршайтынын байқай бастаған. «Апа да қартайып барады ғой», деді ол ішінен. Осы ой жүрегін ауыртты. Сондықтан ол жұмысты тастауды тіпті ойламады. Керісінше, сабақтан бос уақытында көбірек кезекшілік алуға тырысты. Оның студенттік өмірінде қызық күндер де болды. Кейде курстастарымен бірге ұзақ уақыт кітапханада отырып, бір-біріне сұрақ қойып дайындалатын. Кейде емтихан алдында бәрі қобалжып, бір аудиторияда түнге дейін кітап ақтаратын. Кейде бір күрделі тақырыпты ешкім түсінбей отырғанда, Мирас өзінің фельдшерлік тәжірибесінен мысал келтіріп, оны басқаларға түсіндіріп беретін. Сонда курстастары: «Мирас, сенің тәжірибен бізден әлдеқайда көп екен» дейтін. Мирас күліп: «Тәжірибе жеткіліксіз, білім де керек» деп жауап беретін. Ол өзін ешқашан өзгелерден жоғары санамады. Керісінше, әр күні жаман нәрсе үйренуге тырысты. Бір күні сабақта оқытушы күрделі клиникалық жағдайды талқылап жатқанда, Мирас бұрын жедел жәрдемде көрген жағдайлардың бірін есіне түсірді. Ол қол көтеріп, өз тәжірибесін айтып берді. Оқытушы оның сөзін мұқият тыңдап: «Сен фельдшер болып жұмыс істейсің бе?» деп сұрады. «Иә». «Оқумен бірге ме?» «Иә». Оқытушы біраз үнсіз тұрып: «Онда сенің жолың ауыр болады, бірақ тәжірибен саған көп көмектеседі» деді. Бұл сөз Мирасқа ерекше әсер етті. Өйткені ол өзінің екі әлемнің арасында өмір сүріп жатқанын сол кезде анық сезінді. Бір жағында университет, екінші жағында жедел жәрдем. Бір жағында кітаптағы медицина, екінші жағында адамның шынайы өмірі. Ал екеуін байланыстырып тұрған жалғыз нәрсе оның өз еңбегі еді. Кейбір күндері Мирас сабақтан шыққан соң жедел жәрдемге асығатын. Көлік ішінде медициналық халатын киіп отырып, терезеден сыртқа қарайтын. Бірнеше сағат бұрын ол студент болатын. Енді бірнеше минуттан кейін қайтадан фельдшерге айналатын. Кейде өзі де «мен қашан демаламын» деп ойлайтын. Бірақ жауап іздемейтін. Өйткені оның алдында мақсаты бар еді: дәрігер болу, анасына салмақ салмау, өз күшімен оқу, өз еңбегімен өмір сүру. Құндыз да ағасының өмірін алыстан бақылап жүрді. Бір күні ол ағасына: «Аға, сіз университетте оқып, жұмыс істеп, қалай үлгеріп жүрсіз?» деді. Мирас күліп: «Үлгермесем де үлгеруім керек» деді. Құндыз ағасының жүзіне қарап: «Сіз қатты шаршадыңыз ғой» деді. Мирас бір сәт үнсіз қалды. Сосын: «Шаршау уақытша Құндыз. Оқымай қалсам, кейін өкінуім мүмкін» деді. Құндыз оның бұл сөзін ұмытпады. Уақыт өте келе Мирас университеттегі ауыр күндерге үйрене бастады. Бірақ оның өмірі жеңілдеген жоқ. Керісінше, оқу күрделене түсті. Пәндер көбейді, талап күшейді. Жұмыс та тоқтамады. Ал үйдегі Анардың денсаулығы мен көңіл күйіндегі кішкентай өзгерістер Мирастың назарынан тыс қала бастады. Өйткені ол күн сайын таңнан кешке дейін жүгіріп жүрді. Ол анасына көмектесу үшін жұмыс істеп жүрді. Ол болашақта дәрігер болу үшін оқып жүрді. Ол бәріне үлгеремін деп ойлады. Бірақ адам өміріндегі ең өкінішті нәрсе кейде дәл осындай болады. Сен өзім жақсы көретін адамдар үшін жүгіріп жүргенде, олардың саған қаншалықты қажет екенін байқамай қалуың мүмкін. Ал Мирасқа сол шындықты түсінетін күн
әлі алда еді. Мирас университетке түскелі бері оның өмірінде бір күн екіншісіне ұқсамайтын болды. Таңертең сабаққа асығып бара жатып, жол бойындағы дүңгішектен бір бөлке нан мен шай алып, кейде университеттің дәлізінде жүріп-ақ таңғы асын ішіп үлгеретін. Сабақтан шыққан соң кітапханаға кіріп бірнеше сағат дайындалатын, ал кеш бата салысымен жедел жәрдем станциясына жетіп, медициналық киімін киіп, кезекті шақыртуды күтетін. Сөйтіп оның жастық шағы тыныш серуендермен немесе ұзақ демалыстармен емес, кітаптардың, медициналық құралдардың, жедел жәрдем көлігінің сиренасының және адамдардың тағдырымен өтіп жатты. Ол мұндай өмірге біртіндеп үйренгендей болғанымен, денесі оған бәрібір өзінің шегін сездіретін. Кей түндері қатарынан бірнеше шақырту түсіп, бір үйден екінші үйге, одан үшінші үйге асығып жүріп, таң атқанын байқамай қалатын. Ал таңғы 7-де кезекшілігі біткен соң, басқа студенттер үйіне қайтып демалып жатқанда, Мирас университетке қарай бет алатын. Бір күні таңғы дәріс кезінде оның көзі еріксіз жұмылып кетті. Оқытушының дауысы алыстан естілгендей болды. Мирас басын көтеріп, өзін жинауға тырысты. Қасындағы студент ақырын ғана: «Мирас, түнде тағы кезекшілікте болдың ба?» деп сұрады. «Иә». «Қанша шақырту болды?» «Санамадым». «Сен осылай жүре берсен, өзім науқас болып қаласың ғой». Мирас әлсіз ғана күлімсіреді. «Менің науқас болуға уақытым жоқ». Ол мұны әзіл ретінде айтқанымен, өзінің сөзінің қаншалықты шындыққа жақын екенін сезбеді. Сол күндері оның ойында үнемі анасы жүретін. Анар баласының университетке түскеніне қатты қуанды. Бірақ Мирас үйге келген сайын, анасының оған білдірмей қарап қалатын байқайтын. «Балам, оқу қиын ба?» «Қиын емес, апа». «Жұмысың ше?» «Ол да жақсы». «Ақшам жетіп жүр ме?» «Жетеді». Мирас әр сұраққа бірдей жауап беретін. Өйткені анасының аламдағанын қаламайтын. Ол ешқашан өзінің шаршағанын, кейде қалтасында аз ғана ақша қалғанын, кейде университетке қажетті кітапты сатып алу үшін 1-2 күн қосымша кезекшілік алатынын айтпайтын. Анар да ұлына көп сұрақ қоймайтын. Өйткені ол баласының намысын білетін. Мирас бала кезінен бері ешкімнен ештеңе сұрамайтын. Бір нәрсе керек болса, өзі табуға тырысатын. Сол мінезі оны осы күнге жеткізген еді. Құндыз болса, ағасының бұл өміріне кейде ренжитін. Бір күні Мирас бірнеше күн қатарынан үйге кеш келген соң, қарындасы: «Аға, сіз үйде қонақ сияқты болып кеттіңіз ғой», деді. Мирас күліп: «Олай деме. Шын айтамын, келсеңіз ұйықтайсыз, тұрсаңыз университетке кетесіз, кешке жұмысқа барасыз. Апа екеуміз сізді көре алмай қалдық». Мирас қарындасының сөзінен кейін үнсіз қалды. Ол құндыздың ренішінің астарында сағыныш жатқанын түсінді. Сол күні кешке ол жұмысқа бармай, үйде қалуды ойлады. Бірақ дәл сол кезде телефоны шырылдады. Кезекті аусындағы әріптесі хабарласып: «Мирас, бүгін бір адам жетіспей тұр, шығаласын ба?» деді. Мирас біраз уақыт үнсіз тұрды. Сосын: «Жарайды, шығам», деді. Құндыз оның бұл сөзін естіп қойды. «Тағы да жұмыс па?» «Құндыз, бір күн ғана». «Сізде күнде бір күн болады». Мирас қарындасына қарады. Құндыздың көзінде реніш бар еді. «Мен сізді жаман көргеннен айтып тұрған жоқпын, аға. Сізге бірдеңе болып қалама деп қорқамын». Мирас оның жанына барып иығынан құшақтады. «Маған ештеңе болмайды». Бірақ ол осы сөзді айтқанда, жүрегінің түбінде түсініксіз бір ауырлық пайда болды. Сол түні тағы бірнеше шақырту түсті. Бірінші шақырту — қан қысымы көтерілген қарт кісі. Екінші шақырту — демі тарылған әйел. Үшінші шақырту — мектеп жасындағы баланың жағдайы нашарлаған үй. Мирас әрқайсысына бірдей жауапкершілікпен көмектесті. Баланың анасы қорыққаннан не істерін білмей тұрды. «Баламның жағдайы қалай?» деп қайта-қайта сұрады. Мирас сабырлы үнмен: «Қазір біз қарап жатырмыз, сабыр сақтаңыз», деді. Ол әйелге қарап отырып, бір сәт Анарды елестетті. Егер оның баласына осындай жағдай болса, анасы да дәл осылай қорқатын еді. Осы ой оның жүрегін ауыртты. Шақырту аяқталған соң көлікке қайта отырған кезде жүргізуші: «Мирас, сен тым көп ойлайсың», деді. «Нені?» «Науқастарды». Мирас терезеге қарап: «Адамды ұмыту оңай емес», деді. Ол үшін әр шақырту жай ғана жұмыс емес еді. Әр үйдің өз тарихы бар. Әр адамның артында бір отбасы бар. Әр адамның өмірінде оны күтіп отырған біреу бар. Сондықтан Мирас кейде үйге қайтып келе жатып, бүгін барған адамдардың жағдайын ойлайтын. Ал уақыт болса, тоқтамай өтіп жатты. Университеттегі алғашқы жылдар артта қалды.
Мирас тәжірибесі мол, сабағын жақсы оқитын студенттердің біріне айналды. Оқытушылар оның практикалық тәжірибесін жоғары бағалайтын. Курстастары қиын тақырыптарды түсінбей қалса, одан сұрайтын. Ал ол ешқашан білімін аянып қалмайтын. Сен кейін жақсы дәрігер боласың, деген бір оқытушысы бір күні оған. Бұл сөз Мирасқа үлкен күш берді. Сол күні ол үйге ерекше көңіл күймен келді. Анасына: «Апа, бүгін оқытушым мені мақтады», деді. Анардың жүзі жадырап кетті. «Көрдің бе балам, еңбегіңнің жемісі шыға бастады». Мирас анасының қолын ұстап: «Мен сізді ешқашан қиналтпаймын», деді. Анар бірден жауап бермеді. Ұлының қолын ұстап отырып: «Маған ештеңе керек емес балам. Сен аман болсаң болды», деді. Мирас бұл сөзді естіп күлімсіреді. Бірақ анасының даусындағы әлсіз дірілді байқамады. Сол түні Анар ұлы ұйықтап қалғаннан кейін ас үйде жалғыз отырды. Ол үстел үстіндегі Мирастың медициналық кітаптарына қарап ұзақ отырды. Сосын ақырын ғана: «Баламай, өзіңді де ойлашы», деді. Ал басқа бөлмеде шаршаған Мирас керен ұйқыда жатты. Ол ертең тағы сабаққа баратынын, одан кейін тағы кезекшілікке түсетінін ғана ойлап ұйықтаған еді. Бірақ бірнеше күннен кейін университетте күтпеген жағдай болды. Оқытушы Мирасқа ерекше ұсыныс жасады. Бұл ұсыныс оның болашағына үлкен мүмкіндік ашатын еді. Бірақ сол мүмкіндікке жету үшін Мирас бұрынғыдан да көп еңбектену керек болатын. Ал дәл сол уақытта үйде Анардың денсаулығына байланысты бір белгі пайда бола бастады. Мирас оны әлі білмейтін. Университетте күндер бірінен кейін бірі өтіп жатқанымен, Мирас үшін әр күн бұрынғыдан ауырлай түсті. Өйткені оқу бағдарламасы күрделеніп, емтихандар көбейіп, тәжірибелік сабақтар ұзарып, ал жедел жәрдемдегі кезекшіліктері тоқтамаған еді. Бірақ соның бәріне қарамастан ол бір нәрседен тайынбайтын. Анасына қол жайып ақша сұрамау, оқуын өз күшімен аяқтау, және бір күні дипломын қолына ұстап, Анардың алдына барып: «Апа, мен дәрігер болдым», деп айту. Ол осы оймен өмір сүрді. Кейде оның қалтасында соңғы бірнеше мың теңге ғана қалатын. Бірақ университетте бір кітап қажет болып қалса, сол ақшасын кітапқа жұмсайтын. Ал кешке үйге қайтып келе жатқанда қарны ашып тұрса да, жолай ештеңе алмайтын. Өйткені үйде анасы мен Құндыздың қажеті бар екенін ойлайтын. Анар мұның бәрін сезетін, бірақ баласына білдірмеуге тырысатын. Соңғы кездері оның бойында әлсіздік жиілеп кеткен еді. Бір күні таңертең Құндыз ас үйге кіргенде анасын орындықта үнсіз отырған күйінде көрді. «Апа, не болды?» «Ештеңе болған жоқ қызым, басым сәл айналып тұр». «Дәрі іштіңіз бе?» «Шермін, өзі өтеді». Құндыз анасына күмәнмен қарады. «Мирасқа айтайық». Анар бірден басын шайқады. «Жоқ». «Неге?» «Оның өз мәселесі жетеді. Университеті бар, жұмысы бар. Тағы мені ойлап жүрмесін». «Бірақ сіз оның анасысыз ғой». Анар жымиып: «Сол үшін айтып тұрған жоқпын ба? Баламның жолына кедергі болғым келмейді». Құндыз үндемеді, бірақ сол күннен бастап анасына ерекше назар аудара бастады. Ал Мирас болса ештеменеден хабарсыз еді. Ол таңертең университетке барып, түстен кейін сабаққа қатысып, кешке жедел жәрдемге шығатын. Бір күні оқытушысы оны сабақтан кейін тоқтатты. «Мирас, сенің практикалық тәжірибем жақсы. Университетте қалып, ғылыми бағытта жұмыс істеп көрмейсің бе?» Мирас таңырқап қалды. «Қалай?» «Оқуыңды жалғастыра отырып, кафедрада қосымша жұмыс істеуге мүмкіндік бар, бірақ оған уақыт керек». Мирас үнсіз қалды. Оның ойына бірден жедел жәрдемдегі жұмысы түсті. Сосын анасы есіне түсті. Ол бұл ұсынысты бірден қабылдай алмады. «Ойланып көрейін», деді. Үйге келгенде бұл туралы Анарға айтты. Анасы баласының әңгімесін мұқият тыңдап: «Бұл жақсы мүмкіндік қой балам. Бірақ оған уақыт керек. Жұмысты азайтуым мүмкін». «Азайт, онда ақша азаяды». Анар біраз үнсіз отырды. Ақша қайта табылады, ал мүмкіндік әрқашан келе бермейді. Мирас анасына қарап қалды. «Сіз шынымен солай ойлайсыз ба?» «Әрине, мен сенің дәрігер болғанымды қалаймын». Осы сөзден кейін Мирас шешім қабылдады. Ол жедел жәрдемдегі кезекшілігін сәл қысқартып, университеттегі оқуына көбірек көңіл бөлуге тырысты. Бірақ бұл шешім үйдің қаржылық жағдайына әсер етті. Мирас мұны анасына білдірмеуге тырысқанымен, Анар бәрін байқап жүрді. Бір күні ол баласының үстел үстема қойып кеткенін көрді. «Мынау не?» «Сізге». «Қайдан алдың?» «Өзім жинаған едім». Анар ақшаны ұлына қарай итеріп: «Маған керек емес». «Апа, алыңыз». «Жоқ». «Неге алмайсыз?» Анардың даусы қатқылдау шықты. «Мирас, сен оқуың керек». «Мен оқып жүрмін ғой». Мирас анасының қасына барып отырды. «Сіз ешқашан маған жүк болған жоқсыз.
Анар ұлының қолын қысып, онда өзімді ая. Бұл сөз Мирасқа қатты әсер етті. Бірақ ол анасының денсаулығы туралы әлі де күдіктенбеді. Сол арада Құндыз шындықты біліп үлгерген еді. Анасының әлсіздігі күшейіп бара жатқан. Бір күні тіпті орнынан тұрған кезде бас айналып, қабырғаға сүйенуге тура келді. Құндыз қатты қорқып, «Апа, дәрігерге барайық» деді. Анар, «Ертең барам» деп жауап берді. «Сіз үнемі ертең дейсіз. Мирасқа айтпа». Құндыз ашуланып, «Неге айтпауым керек?» Анар біраз үнсіз қалды. Сосын өте жай ғана, «Ол оқуын бітірсін». «Апа, қызым, ағалаларының арманы бар. Мен сол арманын тоқтатқым келмейді». Құндыз анасына қарап тұрып, ештеңе айта алмады. Ал сол күні кешке Мирас кезекті шақыртуға кетті. Бұл жолы ол жүрегі ауырған қарт адамға барды. Үйге кіргенде қарттың балалары әкесінің жанында абыржып жүр екен. Мирас науқастың жағдайын тексеріп, қажетті көмек көрсетті. Ол үйден шыққанда қарттың қызы қолынан ұстап, «Рахмет сізге, әкемді аман алып қалдыңыз» деді. Мирас, «Бәрі жақсы болады» деп жұбатты. Бірақ жедел жәрдем көлігіне отырған соң, ол ұзақ уақыт терезеге қарап отырды. Өзінің анасы есіне түсті. Соңғы кезде Анардың дауысы әлсіздеу болып жүргенін енді ғана байқағандай болды. «Ертең анамды дәрігерге апарам» деп шешті. Ол үйге келгенде таңғы сағат 4 еді. Анар ұйықтап жатқан. Мирас анасының бөлмесіне кіріп, оның жүзіне қарады. Бала кезіндегі таныш жүз, өзін талай жыл тәрбиелеген жүз. Қиындықтың бәрін үнсіз көтерген жүз. Мирас анасының маңдайынан ақырын сүйді. «Апа». Анар көзін ашып, «Келдің бе балам?» «Иә, ертең сізді дәрігерге апарам». Анар бір сәтке тосылып қалды. Сосын, «Жарайды» деді. Мирас бөлмеден шыққан соң, Анар көзін жұмып ұзақ жатты. Ал оның жүрегінде баласына әлі айтпаған бір шындық бар еді. Ол шындықты естігенде, Мирас өзінің бүкіл оқуын, жұмысын, болашағын бір сәтке ұмытып кететінін Анар жақсы сезетін. Сондықтан ол үнсіз қалды. Бірақ кейбір сырды қанша жасырып жүрсен де, уақыт бәрібір оның бетін ашатын. Ал сол уақыт жақындап қалған еді. Мирас анасының соңғы күндері жиі әлсіреп, басы айналып жүргенін байқағаннан кейін, оны дәрігерге апаруды кейінге қалдырмауға бекінді. Сондықтан университетке барар алдында Анарды емханаға алып барып, барлық қажетті тексерулерден өткізіп, қанын, зәрін және басқа да анализдерін тапсыртып, дәрігердің қабылдауында бірге отырды. Ал Анар болса, ұлының осынша әуреге түсіп жүргеніне қысылғандай болып, қайта-қайта, «Балам, менде ештеңе жоқ шығар. Сен сабағына бар, жұмысына үлгер. Мен өзім-ақ жүре беремін» деп жұбатуға тырысқанымен, Мирас анасының бұл сөздеріне көнбей, оның денсаулығы бәрінен маңызды екенін айтып, барлық тексеруді толық жасатуға шешім қабылдады. Емханада дәрігер анализдердің нәтижесі бірден дайын болмайтынын, бірнеше күн күту керектігін түсіндірді. «Нәтижелері дайын болғанда келіп алыңыздар. Содан кейін қайта қабылдауға кіресіздер», деді дәрігер. Мирас бәрін мұқият жазып алды. Сыртқа шыққан соң анасына, «Енді өзімізді күтіміз апа. Анализдің жауабын өзім барып аламын» деді. Анар күлімсіреп, «Балам, сенің сабағың бар емес пе?» «Сабағымды да оқимын, сізді де қараймын». «Жұмысым ше?» «Оған да үлгеремін». Анар басын шайқап, «Өзіңе тым көп жүк артып жүрсің» деді. Мирас анасының қолынан ұстап, «Сіз мен үшін жүк емессіз» деді. Осы бір ауыз сөзден кейін Анар үндемей қалды. Ол ұлының жүрегінде өзіне деген қаншалықты үлкен махаббат бар екенін жақсы білетін. Келесі бірнеше күн Мирас үшін мазасыз өтті. Сабақта отырса да, ойы анасының анализінде болатын. Оқытушы бір нәрсе сұрағанда, ол жауап бергенімен, көңілінің бір бөлігі үнемі басқа жақта жүрді. Түнде кезекшілікке шыққанда да, телефонды қолынан тастамайтын. Анар, «Мен жақсымын балам, уайымдама» деп қайта-қайта айтатын. Бірақ Мирас ананың «жақсымын» деген сөзіне толық сенбейтін. Бірнеше күннен кейін сабақ аяқталған соң, ол бірден емханаға қарай жол тартты. Көшеде адам көп еді. Бірақ Мирас ешкімге қарамай асығыс жүрді. Емханаға кіріп, қажетті бөлімге барып, анасының аты жөнін айтты. Бірнеше минуттан кейін медициналық қызметкер анализ нәтижелерін қолына ұстатты. Мирас қағаздарға көз жүгіртті. Алғашқы сәтте ештеңе түсінбегенмен, кейбір көрсеткіштердің қалыпты емес екенін байқады. Жүрегі шым ете қалды. Ол нәтижелерді алып, дәрігердің қабылдауына кірді. «Бұл менің анамның анализдері» деді. Дәрігер қағаздарға мұқият қарап шықты.
Содан кейін Мирасқа. Бүйректеріне байланысты мәселе бар екен. Толық тексеріліп, ем қабылдау керек деді. Мирас үнсіз тыңдап отырды. Қауіпті ме? Дәрігер. Қазір ең дұрысы ауруханаға жатып толық ем алу. 10 күндей бақылауда болғаны дұрыс деді. Мирас басын изеді. Сол сәтте оның ойында бір ғана нәрсе тұрды. Анасын ауруханаға жатқызу керек. Ол емханадан шыққан бойда Анарға телефон соқты. Мирас бір сәт үнсіз қалды. Бүйректеріңізге байланысты ем керек екен. Дәрігер, ауруханаға жатып емделгеніңіз дұрыс деді. Телефонның ар жағында біраз уақыт үнсіздік орнады. Ауруханаға жатамын ба? Иә, апа. Балам, сенің оқуың ше? Мирас күрсініп. Оқуымды кейінде оқимын. Қазір сіз маңыздысыз. Анар ақырын ғана. Жақсы балам деді. Ертеңіне Мирас анасын ауруханаға орналастырды. Құжаттарын реттеді. Қажетті заттарын әкелді. Анасының төсегіне киімдерін жинап қойып, дәрігердің айтқан нұсқауларын мұқият тыңдады. Анар ұлының әр әрекетіне қарап. Мирас, сен менің баламсың ба, әлде менің дәрігерімсің бе деп күліп қойды. Мирас та күліп, екеуі де боламын деді. Анардың көңіл-күйі көтеріліп қалды. Ол ауруханаға жатқанына қарамастан, баласының жанында жүргенін көріп, өзін жалғыз сезінбеді. Ал Мирас күн сайын университеттен кейін ауруханаға келіп тұрды. Кейде қолына жем салып келетін, кейде үйден жылы тамақ әкелетін, кейде анасының қасында бір сағат үнсіз отырып, оның әңгімесін тыңдайтын. Анар да күн өткен сайын өзін жақсырақ сезіне бастады. Ем қабылдады. Дәрігерлер бақылау тастады. Бірнеше күннен кейін оның жүзіне бұрынғы түсі қайта кіріп, өзі де көңілді сөйерлей бастады. Балам, мен мұнда демалып жатырмын ғой деп әзілдейтін. Мирас, демалып емес, емделіп жатырсыз дейтін. Екеуі бір емес пе? Жоқ. Неге? Демалыста адамды дәрігер күнде тексермейді. Анар күліп. Сен нағыз дәрігер болып бара жатырсың дейтін. Осы сөз Мирасқа ерекше ұнайтын. 10 күн тез өтіп кетті. Анардың жағдайы жақсарды. Дәрігерлер үйге шығуына рұқсат берді. Ауруханадан шыққан күні Мирас анасын үйге алып келгенде, Құндыз есік алдында күтіп тұрды. Апа! Құндыз анасын құшақтап. Енді жақсысыз ба? Жақсымын қызым. Шынымен бе? Шынымен. Мирас анасының жүзіне қарап, көңілі орнына түскендей болды. Анар үйге кіріп, өз бөлмесіне көз тастап, үйімді сағыныппын деді. Сол күні кешке үшеуі бірге дастархан басына отырды. Анардың көңіл-күйі көтеріңкеді. Ол ауруханадағы қызықтарын айтып, кейбір жағдайларға күліп отырды. Құндыз да нәз. Мирас болса анасының жүзіне қарап отырып, ең бастысы апам жақсы болып шықты деп іштей қуанды. Ол бірнеше күн бойы алғаш рет еркін тыныстағандай болды. Бірақ дәл сол кеште Анар балаларына қарап отырып, мен сендерге бір нәрсе айтуым керек деді. Мирас қасықты қолынан сүре жаздап. Не болды апа? Анар бірден жауап бермеді. Оның жүзіндегі жаңа ғана болған қуаныштың орнына белгісіз бір мұң пайда болды. Құндыз да анасына алаңдап қарады. Ал Анардың айтқалы отырған сөзі олардың үшеуінің де өміріне әсер ететінін ешқайсысы білмеді. Бұл жолы мәселе оның бүйрегінде емес еді. Анардың мен сендерге бір нәрсе айтуым керек деген сөзінен кейін, дастархан басындағы жаңа ғана жайдары болып отырған көңіл күй бірден өзгеріп, Мирас анасының жүзіне мұқият қарап қалап қалды. Өйткені ол анасын жақсы білетін. Анар ешқашан балаларының көңілін бекерге алаңдатпайтын. Сондықтан оның даусындағы әлсіз діріл мен жүзіндегі мұңды көргенде, жүрегінің түкпірінде түсініксіз бір қорқыныш пайда болып, бірнеше минут бұрын ғана ауруханадан аман есен шыққанына қуанып отырған көңілі қайтадан мазасыздана бастады. Не айтасыз апа? Деді Мирас жай ғана. Анар жауап бермей, алдымен Құндызға, сосын Мирастың жүзіне қарады. Сендер қорықпаңдар. Мирас бірден. Апа, не болды? Ештеңе болған жоқ балам. Онда неге бұлай айтып отырсыз? Анар терең дем алды. Мен ауруханада жатқанда көп нәрсені ойладым. Сендердің екеуің де ер жеттіңдер. Өмірлеріңді құрып жатырсыңдар. Мен сендерге бір нәрсені бұрын айтуым керек еді. Құндыз анасының қолынан ұстап. Апа, айтымызшы. Анар біраз үнсіз отырды. Мен сендерге ешқашан әкеңдер туралы көп айтқан жоқпын. Мирас бұл сөзді естігенде үнсіз қалды. Ол әкесінің өмірінен ерте кеткен білетін. Бірақ анасы бұл тақырыпты қозғамайтындықтан ол да сұрай бермейтін. Ол кісі туралы не айту керек? Деді Мирас.
Анар көзін төмен сүрді. Мен сендерге оның қайда екенін ешқашан нақты айтқан жоқпын. Құндыз таңырқап. Сіз оның қайда екенін білесіз бе? Анар басын изеді. Мирас орнынан қозғала қоймады. Ол анасының сөзін үнсіз тыңдап отырды. Мен сендерді кішкентай кездерінен бастап жалғыз тәрбиеледім. Ол кезде жағдайымыз қиын болды. Сендерге бәрін түсіндіруге шамам жетпеді. Мен сендерді әкеңдері деген өкпемен өсіргім келмеді. Мирас анасының сөзін бөліп. Апа, сіз біз үшін бәрін жасадыңыз. Білемін балам. Бірақ адамның жүрегінде айтылмай қалған нәрселер де болады екен. Анардың даусы бәсеңдеді. Мен сендерге бір күні бәрін айтып берем деп жүрдім. Бірақ сол күнді үнемі кейінге қалдырып келдім. Мирас анасының қолын қысып. Қазір айтқыңыз келсе тыңдаймыз. Анар ұлына ұзақ қарады. Сенің әкең тірі, деді. Бөлме іші бір сәтке тым-тырыс болып қалды. Құндыз анасын антарлық қарап қалды. Мирас болса ештеңе айта алмады. Оның ойында бір ғана сөйлем қайталанды. Сенің әкең тірі. Ол бала кезінен әкесін жоқ адам ретінде қабылдап келген еді. Өмірінде әкесінің бейнесі көмескі болатын. Ол анасының айтқанына сеніп өсті. Ал енді бірнеше ауыз сөз оның бала күнінен қалыптасқан түсінігін төңкеріп жіберді. Қайда? Деді Мирас ақырында. Анар көзін жұмды. Білмеймін. Сіз жаңа ғана тірі дедіңіз ғой. Иә, бірақ оның қайда тұратынын нақты білмеймін. Мирас орнынан тұрып терезеге қарай жүрді. Оның жүрегінде бір-біріне қарама-қайшы сезімдер пайда болды. Қуаныш па, ашу ма, қызығушылық па, әлде жылдар бойы жиналған өкініш пе? Ол өзі түсіне алмады. Неге бізге айтпадыңыз? Анардың көзінен жас ақты. Өйткені сендер кішкентай болдыңдар. Мен сендердің жүректеріңді ауыртқым келмеді. Ал қазір ше? Анар біраз уақыт үнсіз отырды. Қазір сендер есейдіңдер. Сен өз өміріңді құрып жатырсың. Мен енді бұл құпияны өзіммен бірге алып кеткім келмейді. Мирас анасына бұрылды. Ол бізді іздеді ме? Анар жауап бермеді. Осы үнсіздік Мирастың жүрегін одан сайын ауыртты. Апа, мен сізге ренжіп тұрған жоқпын, бірақ шындықты білгім келеді. Анар, мен бәрін айтып беремін деді. Сол түні ұзақ әңгіме болды. Анар балаларына әкелермен қалай танысқанын, олардың бірге өткізген алғашқы жылдарын, кейін араларында болған қиындықтарды баяу айтып берді. Мирас бір сөзінде бөлмей тыңдады. Ол анасын кінәлағысы келмеді. Өйткені оның алдында жылдар бойы өзін жалғыз тәрбиелеген әйел отырды. Оны оқытқан, аш қалдырмаған, ауырған кезінде басынан сипаған. Қиындықтың бәрін өзі көтерген. Сондықтан Мирас үшін ең маңыздысы әкесінің кім болғаны емес, анасының осы жылдар бойы қалай өмір сүрген еді. Бірақ әңгіменің соңында Анар бір сөз айтты. Мен ауруханада жатқанда бір адамды көрдім. Мирас бірден. Кімді? Сенің әкеңнің ескі танысын. Мирас үнсіз қалды. Ол мені танып қойды, біраз сөйлестік. Ол сенің әкеңнің әлде осы қалаға жақын жерде тұратынын айтты. Мирастың жүрегі дүрсілдеп кетті. Қай жерде? Нақты білмеймін. Ол кісі неге сізге келді? Анар басын шайқады. Мен де түсінбедім. Құндыз, апа, ол сізге бір нәрсе айтты ма? Анардың жүзі өзгеріп кетті. Иә. Не деді? Анар біраз үнсіз тұрып, Мирас әкесін білетін уақыт келді деді. Бұл сөз бөлмедегі ауыр тыныштықты қайтадан бұзды. Мирас терезе алдында тұрып қалды. Ол өмір бойы медицинаға, оқуына, анасына, қарындасына көңіл бөліп келген. Ал енді өткен өмірі қайтадан оның алдына келіп тұрды. Сол түні ол ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Анасының сөздерін қайта-қайта ойлады. Әкесі тірі. Осы қалаға жақын жерде тұрады. Ол Мирасты білетін болуы мүмкін. Бірақ неге осы уақытқа дейін іздемеген? Неге бір ретте келмеген? Неге анасы жалғыз қалған? Бұл сұрақтардың жауабы Мирас үшін маңызды бола бастады. Алайда келесі күні оның өміріндегі барлық ойды басқа бір нәрсе бөліп жіберді. Таңертең университетке бара жатқанда телефоны шырылдады. Жедел жәрдем станциясынан қоңырау екен. Мирас, бүгін кешке кезекшілікке шыға аласың ба? Ол бірден жауап бермеді. Соңғы күндері анасының жағдайынан кейін жұмысқа деген көңілі де алаң болып жүрген. Иә, шығам, деді ол ақырында. Ол телефонды қалтасына салды. Университеттің есігінен кіріп бара жатып өзіне өткеннің жауабын кейін іздеймін. Қазір оқуым керек деді. Бірақ ол сол күні кешке баратын шақыртудың оның өмірін әкесінің құпиясымен ғана емес, өз тағдырымен де байланыстыратынын әлі білмейтін. Кешкі сағат 9 шамасында диспетчердің дауысы естілді. Дауысы естілді. Мирас, дайындал.
Шұғыл шақырту бар. Жағдайы ауыр адам. Мирас медициналық сөмкесін алды. Көрік қозғалды. Ал бірнеше минуттан кейін ол баратын мекенжайды естігенде, қолындағы қағазды қаразды қарап, бір сәтке қатып қалды. Бұл анасы бұрын айтқан адамның тұратын ауданы еді. Кешкі шақырту Мирастың көңілін бірден алаңдатып жіберді. Өйткені диспетчер айтқан мекенжай, оның анасы ауруханадан шыққаннан кейін айтқан әңгімесімен бір түрлі байланысып тұрғандай көрінді. Бірақ ол өзіне артық нәрсе ойлап, жұмысына кедергі келтіргісі келмеді. Сондықтан медициналық сөмкесін мықтап ұстап, жедел жәрдем көлігімен көрсетілген мекенжайға қарай үнсіз отырды. Ал көлік қала көшелерімен жылжып бара жатқан сайын, оның жүрегінде түсініксіз қобалжу күшейе берді. Мирас, бәрі дұрыс па? Деп сұрады жүргізуші. Иә, түрім өзгеріп кетті ғой. Шаршаған шығармын. Ол бұл сөзбен әңгімені аяқтады. Бірақ шын мәнінде оның ойы басқа жақта еді. Осы аудан ба? Анам айтқан адамның үйі осы маңда ма? Бұның бәрі жай сәйкестік шығар. Ол өзін осылай жұбатуға тырысты. Бірақ көлік тоқтаған кезде Мирас терезеден сыртқа қарап, бірден таныс көшенені көрді. Ол бұл көшеге бала кезінде бірнеше рет анасымен бірге келгенін есіне түсірді. Бірақ ол кезде не үшін келгендерін анық білмейтін. Мирас көліктен түсті. Диспетчер берген үй нөміріне қарады. Дәл сол үй. Оның жүрегі қатты соғып кетті. Науқас қайда? Деді ол, есік алдына жүгіріп келген ер адамнан. Іште, тезірек кіріңіз. Мирас үйге кірді. Үйдің іші қарапайым еді. Қонақ бөлмеде бір ер адам жерде отырып, біреуді көтеруге тырысып жатыр екен. Ағам кенеттен құлап қалды. Демі ауырлап кетті. Мирас бірден науқастың жанына тізерлей отырды. Ол кәсіби түрде жағдайын тексере бастады. Тыныш болыңыз, қазір қарап жатырмыз. Науқас шамамен 60-қа келген ер адам еді. Жүзі бозарып кеткен. Дем алысы ауыр. Мирас оның жағдайын бағалап, қажетті медициналық көмекті бастады. Бірақ бір сәтте науқастың жүзіне қайта қарағанда, оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол ер адамның жүзінен бір таныстық сезінді. Қайдан екенін түсіндіре алмады. Көздері, қасы, маңдайының сызықтары. Ол бала кезінде сақталған ескі суретті есіне түсірді. Анасы сандықтың түбінде сақтап жүрген сурет. Мирас ол суретті бірнеше рет көрген, бірақ еш қашан сұрамаған. Өйткені суреттегі ер адам оның әкесі еді. Ал дәл қазір оның алдында жатқан адамның жүзі сол суреттегі адамға қатты ұқсайтын. Мирас бірнеше секундқа қатып қалды. Мирас, деді әріптесі. Ол бірден өзіне келді. Иә, қысымы өте төмен. Мирас қайтадан жұмысқа кірісті. Ол өзінің ішкі сезімін ешкімге білдірмеді. Науқастың жағдайын тұрақтандыруға тырысты. Бірнеше минуттан кейін ер адамның дем алысы біршама реттелді. Ауруханаға алып бару керек, деді Мирас. Науқастың жанындағы ер адам. Аға, естіп тұрсыз ба? Науқас көзін баяу ашты. Оның көзі Мирастың көзіне түсті. Бірнеше секунд екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Сол сәтте науқастың жүзі өзгерді. Сен? Даусы әлсіз шықты. Мирас еңкейіп. Е аға. Ер адам оның жүзіне қайта қарады. Мирассың ба? Мирас қолындағы құралды ұстап тұрған күйі қатып қалды. Ол оның атын қайдан біледі? Иә. Ер адамның көзінен жас шықты. Мен сені көп күттім. Мирас жүрегінің дүрсілін анық сезді. Сіз мені қайдан білесіз? Ер адам жауап бере алмады. Мирас жұмысын жалғастыруға тырысты. Қазір сөйлеспеңіз, сізге ауруханаға бару керек. Бірақ ер адам оның қолынан ұстап қалды. Мені тастап кетпе. Мирас оның қолына қарап қалды. Бұл қолдың сыртқы жағында кішкентай тыртық бар еді. Мирас оны бұрын көрген. Бала кезінде анасының ескі суретіндегі адамның қолында да дәл сондай тыртық болған. Оның жүрегі шым етті. Сіз менің әкемсіз бе? Бөлме іші тым-тырыс болып қалды. Ер адам көзін жұмды. Біраздан кейін әлсіз ғана басын изеді. Мирас үшін уақыт тоқтап қалғандай болды. Ол өмір бойы әкесін іздеген емес, өйткені оны жоқ деп қабылдаған. Ал қазір бірнеше жылдан бері науқастардың өмірін құтқарып жүрген фельдшердің алдында өзінің әкесі жатыр. Мирас не сезіну керектігін білмеді. Қуану керек пе? Ренжуі керек пе? Оны құшақтауы керек пе? Әлде бұл адамның неге 20 жылдан астам уақыт бойы өмірінде болмағанын сұрау керек пе? Бірақ ол фельдшер еді. Ал фельдшер ретінде алдында жатқан адамға көмектесуге міндетті болатын. Ол өзінің сезімін ішіне жасырып, қазір сізді ауруханаға алып барамыз,
деді. Әкесі оның қолын босатпады. Мирас, сөйлемеңіз. Анаң. Мирас бірден тоқтап қалды. Анам туралы не білесіз? Ер адам көзін жұмды. Мен бәрін түсіндіруге тиіспін. Онда ауруханада айтасыз. Ер адам әлсіз ғана басын изеді. Жедел жәрдем көлігі ауруханаға қарай қозғалды. Мирас науқастың жанында отырды. Ол әр секунд сайын оның жағдайын бақылап отырса да, ішіндегі сұрақтар одан сайын көбейіп бара жатты. Неге әкесі олардың өмірінен жоғалды? Неге анасы бұл туралы жылдар бойы үндемеді? Неге әкесі оны көрген сәтте бірден таныды? Ол осы жылдар бойы қайда болды? Ауруханаға жеткенде науқасты дәрігерлер қабылдап алды. Мирас сыртта қалды. Ол дәлізде жалғыз тұрды. Бірнеше минуттан кейін дәрігер шықты. Қазір жағдайы тұрақталды. Мирас терең дем алды. Бірақ оның ойында енді бір ғана нәрсе болды. Анасына не айту керек? Ол телефонды қолына алды. Анарға қоңырау шалмақ болды. Бірақ саусағы экранда тұрып қалды. Не айтарын білмеді. Апа, бүгін әкемді таптын деп айта ма? Әлде, апа, сіз айтқан адамды көрдің дей ме? Ол қоңырау шалуға батылы жетпеді. Сол сәтте аурухананың есігі ашылып, бір медбике оның жанына келді. Мирас мырза? Иә, науқас сізді шақырып жатыр. Мирас бөлмеге кірді. Әкесі төсекте жатты. Ол ұлына қарап, мен саған көп нәрсе айтуым керек деді. Мирас үнсіз тұрды. Бірақ алдымен бір нәрсені біл. Сенің анаң сені менен қорғау үшін бәрін жасады. Мирас қабағын тиді. Неден қорғады? Әкесі жауап бермеді, тек терезеге қарап. Сенің дүниеге келуіңнің алдында болған бір оқиға бар. Сол оқиға үшін мен анамнан айырылдым. Мирас жүрегінің дүрсілін сезді. Қандай оқиға? Әкесі көзін жұмды. Оны саған анаң емес, мен айтуым керек. Мирас үнсіз қалды. Ал дәл сол сәтте оның телефоны шылдады. Қоңырау шалған. Құндыз еді. Мирас телефонды көтерді. Аға? Құндыздың дауысы дірілдеп тұрды. Аға, апа қайтадан өзін нашар сезініп қалды. Құндыздың телефонның ар жағынан дірілдеген дауысын естіген сәтте, Мирастың бойын суық леп шарпып өткендей болды. Өйткені бірнеше минут бұрын ғана ол өмірінде алғаш рет әкесінің жүзін көріп, жылдар бойы жауапсыз қалған сұрақтарының алдына жағындаған еді. Ал енді, дәл сол уақытта анасының қайтадан өзін нашар сезінгенін естуі, оның жүрегін екіге бөліп жібергендей болып, бір жағында аурухана төсегінде жатқан әкесі, екінші жағында үйде әлсіреп қалған анасы тұрды. Құндыз, апаға не болды? Білмеймін аға, үйге жаңа ғана келдім. Апа төсекте жатыр. Өңі бозарып кеткен. Бапы айналып тұр дейді. Мен қатты қорқып кеттім. Мирас бірден орнынан тұрды. Жедел жәрдем шақырдың ба? Жоқ, сізге бірінші хабарластым. Қазір шақыр, мен де келе жатырмын. Телефонды өшірген соң Мирас бір сәт төсекте жатқан әкесіне қарады. Әкесі оның жүзінен бәрін түсінгендей болды. Анаң ба? Мирас басын изеді. Өзін нашар сезініп қалыпты. Әкесі әлсіз ғана. Бар, анана бар. Мирас есікке қарай бет алды. Бірақ екі қадам жасаған соң тоқтады. Ол өмір бойы әкесін күтпегенімен, дәл қазір осы адамның алдында тұрғаны шындық еді. Мен қайта келем, деді ол. Әкесі ұлына қарап, келмей қалсан да мен ренжімеймін. Анаң қазір саған менен де қатты мұқтаж. Мирас ештеңе демеді. Ол бөлмеден шығып, аурухананың дәлізімен асығыс жүріп кетті. Көшеге шыққанда бірден такси шақырды. Жол бойы телефонын қолынан тастамады. Құндызға қайта-қайта хабарласып, апа қалай? Әлі әлсіз? Жедел жәрдем келе жатыр ма? Иә, қасында бол, мен жеткенше жалғыз қалдырма. Мирас терезеден сыртқа қарап отырды. Көшелер көз алдынан сырғып өтіп жатты. Бірақ ол ештеңені байқамады. Оның ойында тек анасы болды. Апаға бірдеңе болып қалмас екен. Осы ой оның жүрегін қысып жіберді. Ол өмір бойы адамдардың ауруын көрді. Талай рет науқастардың туыстарына сабыр болуды айтты. Талай рет. Уайымдамаңыз, қазір көмектесеміз деді. Бірақ өз анасына қатысты болғанда, оның медициналық білімі де, тәжірибесі де жүрегіндегі қорқынышты жеңе алмады. Үйге жеткенде жедел жәрдем көлігі есік алдында тұр екен. Мирас ішке жүгіріп кірді. Анар төсекте отыр. Медициналық қызметкер оның қан қысымын өлшеп жатты. Құндыз анасының қасында тұр. Апа, Анар ұлын көріп, сен неге келдің? Мирас оның қасына отырды. Сіз өзімізді нашар сезіндіңіз ғой. Ештеңе емес балам.
Мирас анасының қолын ұстады. Қолы салтын еді. Ол бірден алаңдап кетті. Апа, ауруханаға барамыз. Жоқ балам, мен жаңа ғана ауруханадан шықтым ғой. Бәрібір тексерілу керек. Мирас, апа, мен фельдшер ретінде айтып тұрған жоқпын. Балаңыз ретінде айтып тұрмын. Анар ұлының көзіне қарады. Оның сөзінен кейін қарсылық білдіре алмады. Жедел жәрдем қызметкерлері Анарды қайта тексеріп, жағдайын бақылауға алды. Біраз уақыттан кейін оның жағдайы тұрақталғанымен, дәрігерлер оны қайта тексеруден өткізу керек екенін айтты. Мирас анасының жанынан шықпады. Ал Құндыз болса бұрышта үнсіз тұрды. Бір кезде ол ағасына жақындап: «Аға, не болды? Сіз қайдан келдіңіз?» Мирас бір сәт үнсіз қалды. Ол Құндызға бәрін айтуы керек еді. Бірақ дәл қазір анасының жағдайын ойлап, сөз бастауға жүрегі дауаламады. Жұмыстан. Құндыз ағасының көзіне қарап: «Сіз өтірік айтып тұрсыз». Мирас тамырғап қалды. «Неге?» «Өйткені жүзіңізде басқа бір нәрсе бар». Мирас қарындасының мұндай сезімтал екенін бұрын байқамаған. Ол терең дем алып: «Құндыз, бүгін мен бір адамды кездестірдім». «Кімді?» Мирас біраз үнсіз қалды. «Әкемізді». Құндыздың жүзі өзгеріп кетті. «Не дедіңіз?» «Әкемізді таптым». Құндыздың көзіне жас толды. «Шын ба?» «Иә». «Қайда?» «Ауруханада. Мен шақыртуға барғанда, сол кісі науқас болып шықты». Құндыз қабырғаға сүйеніп қалды. «Ол сізді таныды ма?» «Иә». «Бізді сұрады ма?» Мирас жауап бермеді. Құндыз оның үнсіздігінен бәрін түсінді. «Анам біле ме?» «Білмейді». Құндыз басын изеді. Бірақ бірнеше секундтан кейін: «Аға, меніңше апа бәрін біледі». Мирас оған қарады. «Нені?» «Әкеңіздің бізге жақын екенін». Мирас үнсіз қалды. Өйткені анасының ауруханадан шыққан күні айтқан сөздері есіне түсті. «Мен сендерге бір нәрсені бұрын айтуым керек еді. Мүмкін, Анар бәрін бұрыннан білген шығар. Мүмкін, ол әкесінің осы қалада жүргенін де білген шығар. Мүмкін, ауруханадағы 10 күн ішінде біреу онымен сөйлескен». Мирас осы ойлардың ішінде отырғанда Анар көзін ашты. «Мирас?» «Иә, апа. Маған қараш». Мирас анасының жанына жақындады. Анар оның жүзін ұзақ қарап тұрды. «Сен оны көрдің бе?» Мирас қатып қалды. «Кімді?» Анар көзін жұмып: «Әкеңді». Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Мирас анасының қолын қысып: «Иә». Анардың көзінен жас шықты. «Мен қорыққан едім. Бір күні сендердің жолдарын түйісіп қалатынын білгенмін. Апа, сіз оны білдіңіз бе?» «Иә». «Неге айтпадыңыз?» Анар бірден жауап бере алмады. «Өйткені сенің әкеңнің өткенінде сен білмейтін нәрсе бар». Мирас жүрегінің қатты соғып кеткенін сезді. «Қандай нәрсе?» Анар көзін төмен түсірді. «Сенің әкең бізден өз еркімен кетпеген». Мирас үнсіз қалды. «Онда не болды?» Анар жауап бермеді. «Апа, мен шындықты білуге дайынмын». Анар ұлына қарап: «Сенің дүниеге келген түнінде болған бір жағдай бар. Сол оқиғадан кейін әкең өмірімізден жоғалды». «Ол не болды?» Анардың ерні дірілдеді. Бірақ дәл сол сәтте дәрігер бөлмеге кіріп: «Анар ханым, қазір дем алып алыңыз, сөйлесуге болмайды» деді. Мирас амалсыз шегінді. Анар көзін жұмды. Ал Мирас дәлізге шыққанда, оның алдында енді бұрынғыдан да үлкен құпия тұрғанын сезді. Ол әкесін тапқан еді. Бірақ әкесінің жоғалу себебін әлі білмейтін. Ал сол себептің ішінде өзінің дүниеге келген түні жатқан еді. Сол түні Мирас үйге қайтқанда, анасының бөлмесіне кіріп, ескі сандықты көрді. Ол сандықты бала кезінен бері ешқашан ашып көрмеген. Бірақ дәл сол түні оның ішінен бір нәрсе алу керек екенін жүрегі сезді. Мирас сандықтың қақпағын ақырын ашты. Ішінде ескі киімдер, бірнеше сурет, сарғайған қағаздар және кішкентай ғана конверт жатты. Конверттің сыртында бір ғана жазу бар еді: «Мирастың 24 жасқа толған күні ашылсын». Мирас конвертті қолына алып, ұзақ қарап тұрды. Оның қолы дірілдей бастады. Өйткені бұл хаттың оның өміріндегі ең үлкен шындықты сақтап тұрғанын ол ішінен сезді. Ал хаттың ішінде не жазылғанын білмей тұрып, оны ашуға батылы жетпеді. Мирас қолындағы сарғайған конвертке ұзақ қарап отырды. Сыртында өз атының жазылғанын көрген сайын, жүрегі ерекше соғып, оны ашуға асыққанмен, бір жағынан осы қағаздың ішінде анасының жылдар бойы жасырып келген
ең ауыр шындығы жатқанын сезіп, біраз уақыт қозғала алмай тұрды. Өйткені кейде адам көптен бері іздеген жауабын табуға дайынмын деп ойлағанмен, шындық өз қолына тиген кезде, оны қабылдауға жүрегі дайын болмай қалатын еді. Ол конвертті ақырын ашты. Ішінен бірнеше бүктелген қағаз шықты. Бірінші бетінде анасының қолтаңбасы бар еді. Мирасым, бұл хатты оқып отырсан, сен енді менің айтпаған сөздерімді түсінетін жасқа жеттің. Мирас демін ішіне тартып, ары қарай оқи бастады. Анар хатта сол жылдардағы болған оқиғаны түгел жазыпты. Мирас дүниеге келген кезде, Анар мен оның әкесі Ерланның арасында үлкен түсініспеушілік болған екен. Бірақ ол түсініспеушілік екеуінің бір-бірін жек көргенінен емес, керісінше, сырттан араласқан адамдардың жалған сөзімен сол кездегі қиын жағдайдың кесірінен туындаған еді. Ал Ерлан Анардың өзін және жаңа туған баласын тастап кеткен адам емес, керісінше, сол кезде жұмысына байланысты басқа қалаға кеткенде, оған қатысты жалған хабар жетіп, Анар Ерланның басқа отбасы бар деп ойлап қалған екен. Анар шындықты кейін білгенімен, сол уақытта арадағы реніш тым тереңдеп кеткен. Ерлан бірнеше рет хабарласуға тырысқан. Бірақ Анар баласын жалғыз тәрбиелеп, ешкімге сенбей кеткен. Кейін Ерлан ауыр жағдайға тап болып, ұзақ уақыт емделуге мәжбүр болған. Ол Анарға қайта баруға талпынғанымен, олардың арасындағы жағдай шешілмей қалған. Анар хатында: «Мен сені әкеңнен әдейі айырғым келген жоқ балам. Мен сол кезде жас болдым, қорықтым, ренжідім, дұрыс шешім қабылдай алмадым. Сенен әкеңнің шындыққа ұқсайтын бейнесін жасырып келгенім үшін кешірім сұраймын» деп жазған еді. Мирас хатты оқып отырып көзін жұмды. Ол әкесін жылдар бойы жек көрген де емес, бірақ ішкі әлемінде әкесіне қатысты бос орын бар болатын. Енді сол бос орынның себебін түсінгендей болды. Ең соңында Анар: «Егер бір күні әкеңмен кездессең, оны мен үшін емес, өзім үшін тыңда. Өткенді өзгерте алмайсыңдар, бірақ қалған өмірлерінде ренішпен өткізбеуге болады» деп жазыпты. Мирас хатты кеудесіне қысып ұзақ отырды. Сол сәтте ол анасының қаншама жыл бойы жалғыздықпен күрескенін, ал әкесінің де өз шындығын ішінде сақтап келгенін түсінді. Ертеңіне Мирас ауруханаға әкесінің жанына барды. Ерланның жағдайы жақсарған еді. Мирас есіктен кіргенде әкесі ұлына қарап: «Келдің бе?» «Келдім». Екеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын Мирас: «Анамның хатын оқыдым» деді. Ерланның көзі төмен түсті. «Бәрін білдің бе?» «Иә. Мен сенен ештеңені жасырғым келмеді. Мен де сізді кінәлағым келмейді». Ерлан ұлына қарады: «Мен сенің балалық шағында қасында болмағаным үшін кешірім сұраймын». Мирас бірден жауап бере алмады, бірақ біраздан кейін әкесінің қолын ұстап: «Ең бастысы қазір бір-бірімізді таптық» деді. Ерланның көзінен жас шықты. Сол күні олардың арасында 24 жылға созылған үнсіздік алғаш рет бұзылды. Ал Анардың да жағдайы біртіндеп жақсара бастады. Дәрігерлер бүйректеріне байланысты емді жалғастырып, режим сақтауды тапсырды. Мирас анасының дәрілерін уақытында ішкенін бақылап отырды. Құндыз да жанынан шықпады. Бірнеше апта өткен соң Анардың жағдайы тұрақталып, бұрынғы әлсіздігі азайды. Ерлан да емін жалғастырып, денсаулығын қалпына келтірді. Бір күні Мирас екеуін бір дастархан басына отырғызды. Анар мен Ерлан бір-біріне ұзақ қарап отырды. Жылдар бойы айтылмаған сөздер көп еді, бірақ кейде барлық сөзді бір күнде айтып бітірудің қажеті болмайды. Ерлан: «Анар, өткенді қайтара алмаймыз» деді. Анар басын изеді. «Білемін, бірақ балаларымыз үшін бір-бірімізге реніш сақтамайық». Анар жай ғана: «Кешірдім» деді. Сол бір сөзден кейін үй ішіндегі ауырлық азайғандай болды. Мирас олардың қасында отырып, өмірінің бір үлкен тарауы аяқталғанын сезінді. Енді ол тек анасының баласы, немесе әкесін іздеген жігіт емес еді. Ол өз өмірін бастайтын жас жігіт болатын. Университеттегі оқуын жалғастырып, дәрігер болуға дайындалып жүрген. Жедел жәрдемдегі тәжірибесінде тоқтатпаған, бірақ енді ол өзіне де уақыт бөлу керектігін түсіне бастады. Сол кезеңде университетте жаңа семестр басталды. Мирас таңертең аудиторияға кіріп келе жатқанда, дәлізде қолындағы кітаптары түсіп кеткен бір қызды байқап қалды. Қыз асығып келе жатып, кітаптарының бірін жерге түсіріп алды. Мирас еңкейіп кітапты көтеріп берді. «Мынауыңыз түсіп қалыпты». Қыз оған қарап: «Рахмет,
өзімде байқамай қалыппын. Оқуға асығып бара жатырсыз ба? Қыз күлімсіреді. Иә, сабақтан кешігіп бара жатырмын. Қай факультетте оқисыз? Медициналық университетте. Мирас күліп. Оны түсіндім, бірақ қай факультет? Қыз да күліп. Жалпы емдеу. Мирас таңырқап. Мен де сол факультетте оқимын. Шынымен бе? Иә. Қыз қолындағы кітаптарын реттеп. Менің атым Дания деді. Мирас. Осылайша олардың алғашқы таныстығы басталды. Дания да университетте оқитын. Ол сабағына жауапкершілікпен қарайтын, бірақ тым тұйық емес, адамдармен тез тіл табысатын қыз еді. Мирас алғашында олардың әңгімесін жай ғана кездейсоқ таныстық деп қабылдады. Бірақ сол күннен кейін екеуі университет дәлізінде жиі кездесетін болды. Бірде кітапханада, бірде дәріс алдында, бірде асханада. Дания Мирастың кейде сабақтан кейін бірден асығып кететінін байқап. Сіз үнемі бір жаққа асығасыз деді бір күні. Мирас. Жұмысқа барамын. Қайда жұмыс істейсіз? Жедел жәрдемде фельдшермін. Данияның көзі үлкейіп. Оқумен бірге жұмыс істейсіз бе? Иә. Қалай үлгересіз? Мирас жымиып. Үйреніп кеттім. Дания оның жүзіне қарап. Сіз үнемі шаршап жүретін сияқтысыз. Мирас алғаш рет осы сөзге күліп. Мүмкін, сіз дұрыс байқаған шығарсыз. Дания оның жауабына күлімсіреді. Олардың әңгімесі біртіндеп көбейе бастады. Мирас Данияның да өз армандары бар екенін білді. Ол жақсы дәрігер болғысы келетін, адамдарға көмектесуді ұнататын. Ал Дания Мирастың өмірінде анасының ерекше орын алатынын да біртіндеп түсінді. Бір күні олар университеттен бірге шыққанда Дания. Мирас, сіздің өміріңіз тек оқу мен жұмыстан тұратын сияқты деді. Мирас біраз ойланып. Бұрын солай еді. Ал қазір? Мирас оған қарап күлімсіреді. Қазір өзгеріп келе жатқан сияқты. Дания бұл сөздің астарын толық түсінбесе де, өзде жымиып қойды. Ал Мирас үшін бұл сезім ерекше еді. Ол көп жыл бойы тек жауапкершілікпен өмір сүрді. Анасын ойлады, қарындасын ойлады, оқуын ойлады, жұмысын ойлады. Енді алғаш рет бір адамды себепсіз күткісі келетін, сабаққа келгенде біреудің бар жоғын іздейтінін, телефонға хабарлама келгенде жүрегі аздап қуанып қалатынын байқай бастады. Ол өзінің өмірінде алғаш рет өз бақыты туралы ойлана бастаған еді. Бірақ Мирас әлі бір нәрсені білмейтін. Данияның да өткенінде ешкімге айтпаған бір сыры бар еді. Ал сол сыр олардың жақындасып келе жатқан қарым-қатынасына үлкен сынаға келетін. Мирас енді ғана өз өмірін бастадым деп ойлаған еді. Бірақ тағдыр оның алдына тағы бір үлкен таңдау дайындап қойған болатын. Мирас пен Данияның университет дәлізіндегі кездейсоқ таныстығы уақыт өте келе, қарапайым амандасудан ұзақ әңгімелерге, бірге кітапханаға баруға, сабақтан кейін бір-бірін күтіп жүруге, кейде ұзақ уақыт үнсіз қатар отырудың өзінен ерекше жылылық сәдінуге ұласа бастады. Бірақ Мирас бұл сезімді асығыс атауға тырыспады. Өйткені оның өмірінде алғаш рет өзіне ғана тиесілі тыныш қуаныш пайда болған еді. Және ол сол қуанышты жоғалтып алудан қорқатын. Дания Мирастың өмірін біртіндеп өзгерте бастады. Ол бұрын университетке сабақ үшін ғана келетін. Қазір сабаққа келгенде дәлізге кіре сала Данияны іздеп қалатын. Егер көрмесе, көңілі біртүрлі болып қалатын. Оны білем, бірақ неге медицина? Мирас терезеге қарап. Адамдарға көмектескім келді. Бала кезіңізден бе? Иә, анам да менің медицинаға барғанымды қалады. Дания күлімсіреді. Анаңыз сіз үшін маңызды адам екен. Мирас басын изеді. Өте маңызды. Ол анасының ауырғанын, ауруханаға жатқанын, кейін әкесімен қайта табысқанын Данияға бірден айтып бермеді. Бірақ уақыт өте келе кейбір оқиғаларды бөлісе бастады. Дания оның сөзін бөлмей тыңдайтын. Сіз көп нәрсені жалғыз көтеріп үйреніпсіз, деді ол бір күні. Мирас күлімсіреп. Басқа амал болмады. Дания оның жүзіне қарап. Әрқашан жалғыз көтерудің қажеті жоқ қой. Бұл сөз Мирастың жүрегіне ерекше әсер етті. Өйткені ол өмір бойы дәл солай өмір сүрді. Бір нәрсе қиын болса, өзі шешетін. Шаршаса, өзі көтеретін. Қиналса, ешкімге білдірмейтін. Ал Дания алғаш рет оған жалғыз көтерудің қажеті жоқ деген еді. Сол күннен бастап, олардың арасы бұрынғыдан да жақындай түсті. Дания кейде Мирастың кезекшіліктен кейін сабаққа шаршап келгенін көрсе, бүгін өзімізді қинамаңыз дейтін. Емтихан жақын. Бірақ сіздің де денеңіз бар, ол темір емес. Мирас күліп. Сіз де анам сияқты сөйлей бастадыңыз. Дания. Демек, анаңыз дұрыс айтады. Екеуі күліп жіберетін.
Бірақ бір күні Дания әдеттегіден көңілсіз келді. Мирас оны бірден байқап қалды. Не болды? Ештеңе. Сіз бүгін басқаша болып тұрсыз. Шаршадым. Мирас оған көп сұрақ қоймады. Тек, егер бір нәрсе мазаласа, айта аласыз деді. Дания үндемеді. Сол күні сабақтан кейін ол Мираспен бірге шықпай, жалғыз кетіп қалды. Келесі күнде солай болды. Үшінші күні Мирас шыдамай: Дания, мен сізді ренжітіп алдым ба деп сұрады. Дания басын шайқады. Жоқ, сізге қатысы жоқ. Онда не болды? Дания біраз уақыт үнсіз тұрды. Мен сізге бір нәрсені айтуым керек. Мирас оның жүзіне қарады. Айтыңыз. Дания терең дем алды. Менің отбасым сіз ойлағандай емес. Мирас, оның маған қандай қатысы бар? Білмеймін, бірақ кейін сізге ауыр болып жүрмесін деймін. Мирас оның сөзін түсінбей: Дания, мен сіздің өткеніңіз үшін сізді кінәламаймын. Сіз әлі білмейсіз ғой. Онда айтыңыз. Дания көзін төмен түсірді. Менің әкем ұзақ жылдар бойы отбасымызбен бірге тұрған жоқ. Мирас бірден өзінің өмірін есіне түсірді. Сізде әкеңізбен қиындық көрдіңіз бе? Дания басын изеді. Иә. Қазір қайда? Білмеймін. Мирас үнсіз қалды. Дания жалғастырды. Анам оны бізге ешқашан жаман адам ретінде көрсеткен жоқ. Бірақ оның кеткен себебін де түсіндірмеді. Сондықтан мен де көп нәрсені білмей өстім. Мирас оның жағдайын түсінгендей болды. Мүмкін бір күні бәрі анық болар. Дания оған қарап: Мүмкін. Бірақ Данияның айтпаған тағы бір сыр бар еді. Ол әкесінің аты жөнін жақында ғана кездейсоқ естіген. Анасының бір ескі құжатынан. Ол адам бір кездері басқа қалада жұмыс істеген, ал оның аты Ерлан еді. Дания бұл есімді Мирастың әкесімен байланысты екенін әлі білмейтін. Ал Мирас та Данияның әкесі туралы толық мәлімет сұрамады. Өйткені олардың арасында енді сенім пайда болған. Бір күні Дания Мирасты университеттен кейін бірге серуендеуге шақырды. Екеуі тыныш саябақта ұзақ жүрді. Күн батып бара жатты. Ауа салқын еді. Дания: Мирас, сіз бақыттысыз ба деп сұрады. Мирас бұл сұраққа бірден жауап бере алмады. Ол өмірінде алғаш рет өз бақыты туралы шын ойланып көрді. Қазір: Иә, сияқтымын. Дания жымиып: Неге сияқтымын? Мирас оған қарады. Өйткені бұрын мен тек міндеттеріммен өмір сүрдім. Қазір біреуді күту деген сезімді түсіне бастадым. Данияның жүзі қызарып кетті. Ол үндемеді. Бірақ оның үнсіздігі жауаптан да анық еді. Мирас сол сәтте Данияға деген сезімінің жай ғана достық емес екенін түсінді. Ал Дания да мұны сезгендей болды. Бірақ дәл сол күні кешке Дания үйіне келгенде, анасы оны күтпеген жаңалықпен қарсы алды. Дания: Бүгін бір адам хабарласты. Кім? Әкең туралы білетін адам. Данияның жүрегі дүрс ете қалды. Не деді? Анасы үстел үстіне ескі қағаз қойды. Ол кісінің қайда тұратынын білдім деді. Дания қағазға қарады. Қағазда бір ғана есім жазылған еді. Ерлан. Данияның қолы дірілдеп кетті. Себебі ол бірнеше күн бұрын Мирастың әкесі туралы әңгімесін есіне түсірді. Ерлан Мирастың әкесі болатын, ал Данияның әкесі де дәл сол есіммен аталады. Осы екі шындықтың кездейсоқтық па, әлде тағдырдың тағы бір жасырын байланысы ма екенін Дания әлі білмеді. Бірақ бір нәрсені анық түсінді. Егер бұл адам шынымен бір адам болса, оның Мирасқа деген сезімі өте күрделі сынаққа тап болуы мүмкін еді. Дания анасының үстел үстіне қойған қағазға ұзақ қарап отырып, жүрегінің дүрсілін баса алмады. Өйткені бірнеше минут бұрын ғана ол бұл есімді жай ғана өткен өмірінің бір бөлшегі деп қабылдаған еді. Ал қазір сол есім Мирастың өмірімен байланысып тұрғанын түсінгенде, оның көңілінде қуаныш пен қорқыныш қатар пайда болды. Бірақ ол бірден қорытынды жасауға асықпай, анасына бұрылып, дірілдеген дауыспен: Апа, бұл Ерлан кім? Деп сұрады. Анасы бір сәтке үнсіз қалды. Сенің әкең. Данияның жүрегі шым ете қалды. Әкемнің аты Ерлан екенін білемін, бірақ ол кісі қайда? Бірнеше жыл бұрын оның қайтадан осы жаққа келгенін естідім, бірақ нақты қайда екенін білмейтінмін. Бүгін бір танысымыз оның ауруханада жатқанын айтты. Данияның жүзі бозарып кетті. Қай аурухана? Анасы аурухананың атауын айтты. Дания бұл аурухананы жақсы білетін. Бірақ оның ойына бірден басқа нәрсе келді. Мирас. Ол Мирастың жақында әкесімен кездескенін айтқанын есіне түсірді. Сол кезде Дания: Мүмкін бұл жай ғана кездейсоқтық шығар, деп өз-өзін жұбатқысы келді. Бірақ жүрегі оған сенбеді.
Ертеңіне Дания университетке келгенде, Мирасты алыстан көрді. Ол әдеттегідей қолында кітаптары бар, асықпай келе жатты. Дания оған қарай жүрді. Мирас. Иә? Дания біраз уақыт оның жүзіне қарап тұрды. Сіздің әкеңіздің аты Ерлан ба? Мирас таңырқап қалды. Иә? Неге сұрадыңыз? Данияның көздері жасқа толып кетті. Менің де әкемнің аты Ерлан. Мирас үндемей қалды. Бірнеше секунд екеуі бір-біріне қарап тұрды. Сіз қайдан білдіңіз? Деді Мирас. Анам айтты. Сіздің әкеңіз қайда? Білмеймін, бірақ кеше оның ауруханада жатқанын естідім. Мирас жүрегінің қатты соғып кеткенін сезді. Қай ауруханада? Дания атауын айтты. Мирас сол сәтте бәрін түсінгендей болды. Дания, менің әкем дәл сол ауруханада жатқан. Данияның қолы дірілдеп кетті. Сонда, иә, екеуі үнсіз қалды. Олардың алдында енді өте ауыр шындық тұрды. Егер Данияның әкесі де сол Ерлан болса, онда олардың өміріндегі байланыс мүлде басқа болып шығатын. Мирас бірден, біз қазір қорытынды жасамайық. Алдымен бәрін анықтау керек деді. Дания басын изеді. Екеуі ауруханаға бірге баруға шешім қабылдады. Ауруханаға кіргенде Мирас әкесінің жағдайын сұрады. Дәрігер, қазір жағдай жақсы, бүгін палатада деді. Мирас пен Дания бір-біріне қарады. Палатаға кіргенде Ерлан терезеге қарап отырған. Мирас, әке? Ерлан бұрылып қарады. Оның көзқарасы Данияға түскенде жүзі әп-сәтте өзгерді. Ерлан орнынан тұруға тырысты. Дания? Дания қатып қалды. Сіз мені танисыз ба? Ерланның ерні дірілдеді. Сен менің қызымсың. Данияның көзінен жас шығып кетті. Ол осы сөзді өмір бойы естуді армандаған еді. Бірақ дәл қазір бұл сөз оның жүрегін қуанышпен емес, ауыр шындықпен толтырды. Мирас үнсіз тұрды. Ерлан екеуінің арасындағы байланысты бірден түсінді. Сендер, Мирас. Иә, біз бір-бірімізді университеттен таныдық. Ерлан көзін жұмды. Бұл мүмкін емес. Неге? Деді Дания. Ерлан жауап бермеді. Ол біраз уақыт үнсіз отырып, мен сендердің екеуінің де өмірлеріңге кедергі болғым келмеді деді. Мирас қабағын түйді. Неге кедергі? Ерлан терең дем алды. Өйткені сендер бір-біріңе бөтен емес екендерінде енді түсіндіңдер. Данияның жүрегі қысылып кетті. Не айтқыңыз келіп тұр? Ерланның көзінен жас ақты. Мен сенің де әкеңмін, Мирас. Ал Данияның да әкесімін. Бөлме ішіне ауыр тыныштық орнады. Мирас пен Дания бір-біріне қарады. Олардың жүрегіндегі барлық сезім бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Бірге өткізген күндер, әңгімелер, күткен кездесулер, бір-біріне деген үнсіз сезім. Енді бәрінің мағынасы өзгеріп кеткен еді. Дания қолын аузына апарып, жоқ. Мирас та ештеңе айта алмады. Ерлан көзін төмен түсірді. Мен сендерге бұл шындықты бұлай жеткізгім келмеген. Дания, онда неге бізден алыстадыңыз? Ерланның дауысы дірілдеді. Өйткені мен сендердің аналарынан кеткеннен кейін өмірімде үлкен қателіктер жасадым. Мен екі отбасының да алдында кінәлі болдым. Сендердің аналарың бір-біріңді білмеді. Мен де бәрін жасырдым. Мирас әкесіне ауыр көзқараспен қарады. Сіз біздің өмірімізді ғана емес, біздің тағдырымызды да білмей араластырғансыз. Ерлан басын төмен салды. Иә. Дания көз жасын сүртті. Біз ештеңе білмедік. Сендер кінәлі емессіңдер, деді Ерлан. Мирас орнынан тұрып, терезеге қарай жүрді. Ол Данияға қарап, жүрегінің қаншалықты ауырғанын сезді. Ол қызды жақсы көре бастаған еді. Бірақ енді бұл сезімнің жалғасы болмайтынын түсінді. Дания да дәл сондай күйде еді. Олардың арасында ешқандай кінә жоқ болатын, бірақ тағдырдың шындығы тым ауыр еді. Екеуі ауруханадан бірге шықты. Ұзақ уақыт ешқайсысы сөйлемеді. Мирас пен Дания бір-біріне қарады. Палатаға кіргенде Ерлан терезеге қарап отырған. Мирас, әке? Ерлан бұрылып қарады. Оның көзқарасы Данияға түскенде жүзі әп-сәтте өзгерді. Ерлан орнынан тұруға тырысты. Дания? Дания қатып қалды. Сіз мені танисыз ба? Ерланның ерні дірілдеді. Сен менің қызымсың. Данияның көзінен жас шығып кетті. Ол осы сөзді өмір бойы естуді армандаған еді. Бірақ дәл қазір бұл сөз оның жүрегін қуанышпен емес, ауыр шындықпен толтырды. Мирас үнсіз тұрды.
Ерлан екеуінің арасындағы байланысты бірден түсінді. Сендер, Мирас. Иә, біз бір-бірімізді университеттен таныдық. Ерлан көзін жұмды. Бұл мүмкін емес. Неге, деді Дания. Ерлан жауап бермеді. Ол біраз уақыт үнсіз отырып. Мен сендердің екеуімнің де өмірлеріңе кедергі болғым келмеді, деді. Мирас қабағын тиді. Неге кедергі? Ерлан терең дем алды. Өйткені сендер бір-біріңе бөтен емес екендеріңді енді түсіндімдер. Данияның жүрегі қысылып кетті. Не айтқыңыз келіптір? Ерланның көзінен жас ақты. Мен сенімде әкеңмін, Мирас, ал Данияның да әкесімін. Бөлме ішіне ауыр тыныштық орнады. Мирас пен Дания бір-біріне қарады. Олардың жүрегіндегі барлық сезім бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Бірге өткізген күндер, әңгімелер, күткен кездесулер, бір-біріне деген үнсіз сезім, енді бәрінің мағынасы өзгеріп кеткен еді. Дания қолын аузына апарып, жоқ, Мирас та ештеңе айта алмады. Ерлан көзін төмен түсірді. Мен сендерге бұл шындықты бұлай жеткізгім келмеген. Дания, онда неге бізден алыстадыңыз? Ерланның дауысы дірілдеді. Өйткені мен сендердің аналарынан кеткеннен кейін өмірімде үлкен қателіктер жасадым. Мен екі отбасының да алдында кінәлі болдым. Сендердің аналарың бір-біріңді білмеді. Мен де бәрін жасырдым. Мирас әкесіне ауыр көзқараспен қарады. Сіз біздің өмірімізді ғана емес, біздің тағдырымызды да білмей араластырғансыз. Ерлан басын төмен салды. Иә. Дания көз жасын сүртті. Біз ештеңе білмедік. Сендер кінәлі емессіңдер, деді Ерлан. Мирас орнынан тұрып терезеге қарай жүрді. Ол Данияға қарап, жүрегінің қаншалықты ауырғанын сезді. Ол қызды жақсы көре бастаған еді. Бірақ енді бұл сезімнің жалғасы болмайтынын түсінді. Дания да дәл сондай күйде еді. Олардың арасында ешқандай кінә жоқ болатын. Бірақ тағдырдың шындығы тым ауыр еді. Екеуі ауруханадан бірге шықты. Ұзақ уақыт ешқайсысы сөйлемеді. Сыртқа шыққан соң Дания: Мирас, иә, мен сізді кінәламаймын. Мен де сізді кінәламаймын. Біз бір-бірімізді кездестірмеуіміз керек еді. Мирас ауыр күрсінді. Мүмкін кездесуіміздің өзі бекер болмаған шығар. Дания оның сөзіне қарады. Қалай? Сіз маған бір нәрсені түсіндірдіңіз. Адамның өмірінде жақын адам көп болуы мүмкін. Бірақ кейде тағдыр адамдарды кездестіреді де, кейін оларда басқа жолға жібереді. Дания көз жасын сүртті. Мен сізді ұмытқым келмейді. Мирас, мен де. Бірақ біз енді ағалы қарындасты болып қаламыз. Дания басын изеді. Олар бір-бірін құшақтады. Бұл құшақта махаббат емес, жоғалтқан арманына деген өкініш. Бірақ сонымен бірге бір-бірін бауыры ретінде қабылдаған екі адамның ауыр қоштасуы бар еді. Сол күні Мирас үйге келгенде, Анар бәрін оның жүзінен түсінді. Біліп қойдың ба? Мирас басын изеді. Иә. Анар көзін төмен түсірді. Кешір мені, балам. Мирас анасының жанына отырды. Сізді кінәламаймын. Бірақ мен сенің жүрегіңді ауырттым. Сіз мені дүниеге әкелдіңіз, мені өсірдіңіз. Мен сізді қалай кінәлаймын? Анар ұлын құшақтап: балам. Мирас анасының иығына басын қойды. Ол сол түні алғаш рет өзінің өткенін толық қабылдағандай болды. Әкесімен қарым-қатынасы біртіндеп түзеле бастады. Анар да денсаулығын бақылауда ұстап, емін жалғастырып жүрді. Ерлан да ауруханадан шыққаннан кейін дәрігерлердің кеңесін орындап өзін күте бастады. Екеуінің де жағдайы жақсарды. Ал Мирас болса қайтадан университетке оралды. Бірақ енді ол бұрынғы Мирас емес еді. Ол өмірдің кейде адамға қалағанын емес, қажет нәрсені беретінін түсінді. Дания оның өмірінде мәңгілікке ерекше адам болып қалды. Бірақ енді ол оның сүйген қыз емес, өз қарындас еді. Мирас осы шындықты қабылдаған сайын жүрегіндегі ауырлық біртіндеп жеңілдей бастады. Бір күні университеттің дәлізінде Дания оған алыстан қол бұлғады. Аға, Мирас жымиып, қарындасым. Екеуі де күліп жіберді. Сол сәтте Мирас бір нәрсені түсінді. Кейде өмір бір есікті жабады. Бірақ сол есіктің ар жағында басқа жол ашылып тұрады. Ал оның алдында енді жаңа жол бар еді. Оқу, дәрігер болу, анасына тірек болу, әкесін кешіру, қарындасымен жаңа отбасы құру. Және бір күні жүрегін қайтадан махаббатқа ашу. Өйткені Мирастың өз өмірі енді ғана басталып келе жатқан еді.
Даниямен болған шындықтан кейін Мирастың өмірі сырт көзге бұрынғы қалпына келгендей көрінгенімен, оның ішкі дүниесінде көп нәрсе өзгеріп кеткен еді. Өйткені ол қысқа ғана уақыт ішінде әкесін тауып, 24 жыл бойы жауапсыз тұрған сұрақтарына жауап алды. Анасын бұрынғыдан да жақсы түсінді. Ал өзі ерекше сезіммен жақындап қалған қыздың туған қарындасы екенін білгенде, жүрегіндегі қуаныштың орнын ауыр өкініш басып, біраз уақыт бойы адамдармен сөйлесуге де, сабаққа көңіл бөлуге де қиналып жүрді. Бірақ уақыт тоқтамайды. Университеттегі сабақтар жалғаса берді. Күн сайын жаңа тақырып, жаңа тәжірибе, жаңа сынақ. Ал кешке жедел жәрдемдегі кезекшілік. Мирас бұрынғыдай науқастарға барды. Бірақ енді әр шақырту оған өмірдің басқа қырын көрсететіндей еді. Бір күні түнгі кезекшілік кезінде жас келіншекке шақырту түсті. Үйге кіргенде әйел қатты қобалжып тұрған еді. Баламның қызуы түспей жатыр деді ол. Мирас баланы тексеріп, жағдайын бағалады да, сабырлы түрде анасына қажетті кеңес берді. Әйел, рахмет сізге деді. Мирас сол сәтте бір нәрсені түсінді. Ол осы мамандықты бекер таңдамаған. Ол адамдардың өміріндегі ең қиын сәттерде жанында болуды шынымен жақсы көретін. Сол түні жұмыстан қайтып келе жатып, ол өзіне «Мен дәрігер болуым керек» деді. Бұл бұрынғы арманы ғана емес, енді оның нақты мақсатына айналды. Ол университеттегі оқуына бұрынғыдан да жауапкершілікпен кірісті. Кейде сабақтан кейін кітапханада түнге дейін отыратын. Данияда оған жиі көмектесетін. Екеуінің қарым-қатынасы енді мүлде басқа сипатқа ие болды. Дания енді оның сүйген қызы емес, жақын қарындас еді. «Аға, бүгін тағы ұйықтамадыңыз ба?» деп сұрайтын ол. «Емтихан жақын. Дәрігер болам деп өзімізді науқас қылып алмаңыз». Мирас күлетін. «Сен де менің қарындасым сияқты емес, анам сияқты сөйлейсің». Дания. «Екеумізге де анамыздан қалған қасиет шығар» деп әзілдейтін. Олардың арасында енді бұрынғы ауыр үнсіздік жоқ еді. Керісінше, бір-біріне сүйенетін бауырлар болып келе жатты. Ал үйдегі жағдай да біртіндеп жақсарды. Анардың денсаулығы тұрақталды. Ол дәрігерлердің айтқанын орындап, дұрыс тамақтанып, уақытында демалуға тырысты. Ерлан да емін жалғастырып, денсаулығын қалпына келтірді. Бір күні Мирас әкесіне барғанда, «Ерлан, мен сенің алдыңнан шыққан сайын өзімді кінәлі сезінемін» деді. Мирас: «Әке, өткенді күнде қайта қазудың қажеті жоқ. Бірақ мен сенен айырылған жылдарымды қайтара алмаймын». «Оларды қайтара алмайсыз. Бірақ қалған уақытты бірге өткізуге болады». Ерлан ұлына ұзақ қарап: «Сен менен де ақылды болып кетіпсің» деді. Мирас күліп: «Мен дәрігер болғалы жатырмын ғой». Ерлан да күлімсіреді. Бұл олардың арасындағы алғашқы жеңіл әңгімелердің бірі болды. Мирас әкесін біртіндеп кешіре бастады. Өйткені ол бір нәрсені түсінді. Адамды өткендегі бір қателігімен ғана өлшеуге болмайды. Бірақ Мирастың жүрегінде тағы бір бос орын пайда болған еді. Даниямен болған оқиғадан кейін ол махаббат туралы ойлаудан қорқатын. Біреуге жақындаса, тағы да тағдырдың күтпеген сынағы алдынан шығатындай сезінетін. Сондықтан ол біраз уақыт бойы тек оқуына және жұмысына көңіл бөлді. Бір күні университетте жаңа студенттермен бірге клиникалық тәжірибеге бөліну басталды. Мирас аудиторияға кіргенде, есік алдында бір қыздың қолындағы құжаттарын жинап жатқанын көрді. Қыз асығыс қимылдап: «Кешіріңіз, мына қағазды көтеріп бере аласыз ба?» деді. Мирас еңкейіп қағазды алып берді. «Міне». «Рахмет». Қыздың аты Айдана еді. Ол Мирастан бір курс төмен оқитын. Алғашқы кездесуде олардың әңгімесі ұзаққа созылған жоқ. Бірақ келесі күндері олар тәжірибеде жиі кездесіп жүрді. Айдана Мирастың адамдармен сөйлесу мәнеріне ерекше назар аударатын. Ол науқастарға қатты дауыс көтермей, асықпай түсіндіретін. Бірде Айдана: «Сіз адамдарды тыныштандыра алады екенсіз» деді. Мирас: «Адам қорқып тұрғанда оған тағы да қорқыныш қосуға болмайды». Айдана жымиып: «Сіз жақсы дәрігер боласыз». Осы сөз Мирастың жүрегіне жылы тиді. Бірнеше апта ішінде олар жиі сөйлесе бастады. Айдана оның фельдшер болып жұмыс істейтінін білгенде таң қалды. «Сіз оқып жүріп кезекшілікке де шығасыз ба?» «Иә». «Қиын емес пе?» «Қиын, бірақ үйреніп кеттім». «Неге сонша еңбек етесіз?» Мирас біраз ойланып: «Анам үшін, өзім үшін, болашақта жақсы дәрігер болу үшін». Айдана оның сөзін үнсіз тыңдады.
Мирастың бұрынғы өмірін білмейтін Айдана, оның жүрегінде қанша ауырлық жатқанын елестете де алмайтын. Бірақ оның сабырлы мінезінен бір ерекше тереңдік сезетін. Бір күні сабақтан кейін Айдана: «Кофе ішіп қайтасыз ба?» деді. Мирас сәл ойланып: «Жарайды». Олар университетке жақын жерде отырып сөйлесті. Әңгіме оқу туралы басталып, өмірге ауысты. Айдана: «Сіз бақытқа сенесіз бе?» Мирас күлімсіреп: «Бұрын сенетінмін, қазір түсінемін». «Қалай?» «Бақыт кейде бір күнде келмейді. Кейде адам оған көк қиындықтан кейін ғана жетеді». Айдана оның жүзіне ұзақ қарады. «Сіз көп нәрсе көрген адам сияқтысыз». Мирас күлімсіреді. «Мүмкін, ол өткенін толық айтпады, бірақ алғаш рет бір қыздың жанында өзін еркін сезіне бастағанын байқады. Бұл жолы оның жүрегінде асығыс сезім емес, тыныш сенім пайда болып келе жатқан». Мирас сол кеште үйге қайтып бара жатып, анасына қоңырау шалды. «Апа, үйдесіз бе?» «Иә, балам. Бүгін бір қызбен таныстым». Анардың даусы бірден өзгерді. «Қызбен бе?» Мирас күліп: «Иә, университетте оқиды». Анар біраз үнсіз қалып: «Жақсы қыз болса екен». «Әзірге жай ғана танысым». Анар: «Балам, сен де өз өміріңді ойлайтын уақыт келді». Мирас үнсіз қалды. Анасының осы сөзін жүрегінде ұзақ сақтап жүрді. Сол түні ол терезе алдында тұрып, қала шамдарына қарап: «Мүмкін өмір маған тағы бір мүмкіндік беріп жатқан шығар» деп ойлады. Бірақ ол Айдананың да жүрегінде өзіне деген сезім пайда бола бастағанын әлі білмейтін. Ал олардың жақындасуы Мирастың өміріне жаңа қуаныш әкелгенімен, бұл жолы ол ештеңені асықпай бастауға шешім қабылдады. Өйткені ол бір нәрсені анық түсінген еді. Шын бақыт адамның өміріне кенеттен кіріп келетін нәрсе емес, оны түсінетін, құрметтейтін және қиын күндерде қасында қалатын адаммен бірге біртіндеп қалыптасатын нәрсе. Ал Мирас үшін сол жаңа өмірдің есігі енді ғана ашылып келе жатқан еді. Қатынас біртіндеп жақындай түскенімен, Мирас бұл жолы сезімге асықпай, алдымен бір-бірін жақсы танып алуды жөн көрді. Өйткені оның басынан өткен жағдайлар оған адамның жүрегін бір сәттік қуанышқа емес, ұзақ жылдарға созылатын сенімге байлау керектігін үйреткен еді. Сондықтан Айданамен кездескен сайын ол тек өзінің сезімін ғана емес, қыздың мінезін, өмірге көз қарасын, қиындыққа төзімін де байқап жүрді. Айдана да Мирастың өзгелерден ерекше екенін сезетін. Ол көп сөйлемейтін, бірақ сөйлеген кезде әр сөзінің салмағы болатын. Университетте бір күні профессор студенттерге болашақтағы мамандықтары туралы сұрақ қойды. «Сіздер үшін жақсы дәрігер қандай болуы керек?» Әр студент өз ойын айтты. Бірі білім деді, бірі тәжірибе деді, бірі жауапкершілік деді. Мирасқа кезек келгенде ол біраз үнсіз тұрып: «Жақсы дәрігер науқастың ауруын ғана емес, оның қорқынышын да түсінуі керек» деді. Аудитория тынышталып қалды. Профессор басын изеді. «Дұрыс айтасың». Айдана оған қарап жымиып отырды. Сабақтан кейін ол: «Сіз неге үнемі адамдардың көңілін бірінші ойлайсыз?» деп сұрады. Мирас: «Өйткені мен көп адамның қорыққанын көрдім». «Жұмыста ма?» «Иә». «Сізге ауыр емес пе?» «Ауыр, бірақ бір адамның қорқынышын азайта алсаң, сол еңбегіңнің өзі жеткілікті». Айдана оның қолына ақырым қарады. «Сіз жақсы адамсыз, Мирас». Мирас бұл сөзге не жауап берерін білмей, жай ғана күлімсіреді. Осылайша күндер өтіп жатты. Мирас университетте де, жұмысында қатар алып жүрді. Анардың жағдайы жақсарды. Құндыз оқуын жалғастырды. Ерлан да балаларына жиі келіп тұрды. Бұрын бір-бірінен алыстаған отбасы енді бір дастархан басында жинала бастады. Бір күні Анар: «Балам, сенің әкеңнің келгеніне бұрынғыдай ренжімеймін» деді. Мирас: «Мен де. Өмірдің бізге берген сабағы осы шығар». Ерлан үнсіз тыңдап отырды. «Ең маңыздысы, балаларымыз бір-бірін тапты», деді ол. Мирас Данияға қарап жымиып қойды. Дания да күлімсіреді. Олардың арасындағы туыстық байланыс енді шынайы бауырлыққа айналып келе жатқан. Бір күні Мирас жұмыстан кейін Айданамен кездесуге барды. Айдана әдеттегіден көңілсіз еді. «Не болды?» «Үйде жағдай қиындап кетті». «Қалай?» «Анамның жұмысы тоқтап қалды. Үйде ақша мәселесі болып жатыр. Мен оқуымды тастап, жұмысқа шығуым керек пе деп ойлап жүрмін». Мирас бірден: «Оқуымызды тастамаңыз. Бірақ отбасым қиналып отыр. Жұмыс табуға болады. Сабақты да қатар алып жүруге болады. Бірақ университетті тастасаңыз, кейін қайта оралу қиын болады». Айдана көзін төмен түсірді.
Сіз де оқып жүріп жұмыс істедіңіз ғой? Иә, сондықтан сізге қиын екенін түсінемін. Бірақ жалғыз көтерудің қажеті жоқ. Ол бұл сөзді айтқанда Данияның бұрын өзіне айтқан сөзін есіне алды. Әрқашан жалғыз көтерудің қажеті жоқ. Мирас Айданаға қолдау көрсетуге тырысты. Ол таныстары арқылы жұмыс іздеуге көмектесті. Айдана да сабақтан кейін жұмыс істеп, оқуын жалғастырды. Осы қиын кезеңде екеуінің арасындағы байланыс бұрынғыдан да нығая түсті. Бір күні Айдана: «Мирас, сіз менің өміріме кездейсоқ келген адам емессіз» деді. Мирас күлімсіреп: «Неге олай ойлайсыз? Өйткені ең қиын кезінде қасымнан табылдыңыз». Мирас біраз үнсіз қалды. «Мен сізге көмектескенім үшін ештеңе күтпеймін. Мен де сізден ештеңе сұрап тұрған жоқпын». Айдана жымиып: «Тек қасымда болғаныңызды қалаймын». Мирастың жүрегі жылып кетті. Ол енді өз сезімін жасырудың қажеті жоқ екенін түсінді. «Айдана, мен де сізге бейжай емеспін». Айдана оның көзіне қарап, жай ғана жымиып қойды. Сол сәтте екеуінің арасында ұзақ уақыт айтылмай келген сезім алғаш рет сөзге айналды. Бірақ Мирастың алдында тағы бір үлкен мәселе тұрған. Ол университетті бітіргеннен кейін қай бағытта жұмыс істейтінін шешу керек еді. Оған бірнеше ауруханадан ұсыныс түсті. Бірі жалақысы жоғары қызмет ұсынды. Екіншісі үлкен қаладағы беделді клиникада жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Ал үшінші ұсыныс жедел жәрдем қызметінде дәрігер ретінде жұмыс істеу еді. Мирас ұзақ ойланып жүрді. Өйткені жедел жәрдем оның жүрегіне жақын болатын. Ол осы қызметте жүріп қанша адамды көрді, қанша үйге кірді, қанша отбасының тағдырына куә болды. Бір күні ол анасына: «Апа, мен жедел жәрдемде қалғым келеді», деді. «Анар, неге?» «Өйткені мен адамдарға ең қажет сәтінде көмектескім келеді». Анар ұлының маңдайынан сипады. «Онда жүрегің қалаған жолмен жүр, балам». Мирас сол шешімді қабылдады. Ол дәрігерлік оқуын аяқтап, жедел медициналық көмек саласында жұмыс істеуге бел буды. Ал Айдана да өз оқуын жалғастырып, медицина саласында бірге еңбек етуді армандай бастады. Бір кеште екеуі қаланың тыныш көшесінде келе жатты. Айдана: «Мирас, сіздің өмірімізде көп қиындық болған екен». «Иә, бірақ соған қарамастан сіз адамдарға көмектесуді тоқтатпадыңыз». Мирас күлімсіреді: «Мүмкін, менің өмірімнің мәні сол шығар». Айдана оның қолын ұстады. «Ал енді сіз жалғыз емессіз». Мирас оған қарап: «Иә». Ол осы сөзді естігенде жүрегінде ерекше тыныштық пайда болды. Анасы аман, әкесімен қайта табысқан, қарындасы жанында. Ал жүрегінде жаңа адам пайда болған. Бір кездері ол өмір тек ауыр шақыртулардан, ауру адамдардан, шаршаған түндерден тұрады деп ойлаған. Енді ол өмірдің басқа жағында көре бастады. Өмір жоғалтулар ғана емес, өмір жоғалтқаннан кейін қайта табу, кешіре білу, қайта бастау және өзіңді бақытты болуға рұқсат ету. Бірақ дәл осы тыныш күндердің бірінде Мирасқа түнгі кезекшіліктен күтпеген шақырту түсті. Диспетчердің дауысы әдеттегіден өзгеше естілді. «Мирас, шұғыл шақырту, жол көлік оқиғасы, жағдайы өте ауыр». Мирас медициналық сөмкесін алды. Көлік қозғалды. Ал ол баратын мекенжайды естігенде жүрегі тағы да біртүрлі соғып кетті. Бұл жолы ол баратын жерде оның өткенінен ешкім жоқ еді. Бірақ ол жерде оның болашағын өзгертуі мүмкін бір адам жатқан. Мирас көліктен түскенде жол жиегінде жатқан адамды көрді. Ол бірден жұмысқа кірісті. «Тынысын тексер. Қысымы түсіп барады. Жедел түрде ауруханаға». Мирас науқастың жанынан кетпеді. Ал көлік ауруханаға қарай ұшып келе жатқанда, ол бұл шақыртудың жай ғана кезекті шақырту емес екенін әлі білмеді. Өйткені сол науқастың қалтасынан табылған кішкентай құжаттың ішінде Мирастың отбасына қатысты тағы бір белгі бар еді. Өткеннің соңғы құпиясы әлі толық ашылмаған болатын. Түнгі қала үнсіз жатқанымен жедел жәрдем көлігінің сиренасы көшелерді жарып өтіп, Мирас отырған көліктің ішінде ерекше ауыр тыныштық орнаған еді. Өйткені бірнеше минут бұрын ғана диспетчер жол көлік оқиғасы болғанын хабарлаған. Ал Мирас үшін әрбір шақырту маңызды болғанымен, осы жолы жүрегінде түсініксіз мазасыздық пайда болып, ол медициналық сөмкесін қайта тексеріп, алдындағы жолға үнсіз қарап отырған. Көлік оқиға орнына жеткенде, жол жиегінде бірнеше адам жиналып тұр екен. Мирас көліктен түсе сала: «Науқас қайда?» деп сұрады. «Мына жерде».
Ол бірден жарақат алған ер адамның қасына жүгірді. Ер адам ауыр жағдайда жатты. Мирас оның жағдайын тексеріп, әріптестеріне қажетті тапсырмаларды бере бастады. Тынысын бақылаңдар, қысымын өлшемдер, ауруханаға шұғыл жеткізу керек. Олар науқасты көлікке орналастырды. Мирас жол бойы оның жағдайын бақылап отырды. Ауруханаға жеткен соң дәрігерлер науқасты қабылдап алды. Ал Мирас сыртта медициналық құжаттарды реттеп тұрған кезде науқастың қалтасынан табылған жеке куәлікті қолына алды. Құжаттағы аты жөнін көргенде ол бір сәтке үнсіз қалды. Бұл адам оның әкесінің бұрынғы танысы болатын. Мирас оны бір рет көрген. Ауруханада әкесінің қасында жүрген ер адам еді. Ол адам бірнеше жылдан бері Ерлан туралы көп нәрсе білетін. Мирас оның құжатын ұстап тұрып, өткендегі оқиғалардың соңғы бөлшегі де өз орнына келе бастағанын сезді. Бірақ бұл жолы ол өткенді қазып, ешкімнің жүрегін ауыртқысы келмеді. Ең бастысы, адамды аман алып қалу. Ол дәрігерлерге науқас туралы барлық мәліметті жеткізді. Бірнеше сағаттан кейін дәрігерлер оның өміріне қауіп азайғанын хабарлады. Мирас терең дем алды. Ол аурухана дәлізінде жалғыз тұрғанда телефонына хабарлама келді. Анасы Анардан. Балам, бүгін әкең екеуміз сені мақтан тұтып отырмыз. Сен адамдарға көмектесіп жүргенімді көрген сайын, сені кішкентай кезінде алғаш қолыма алған күнім есіме түседі. Өмірім қиындықпен басталды. Бірақ оның соңы қиындықпен аяқталмасын. Бақытты бол, балам. Мирас хабарламаны бірнеше рет оқыды. Көзінен жас шықты. Ол ешкімге білдірмей телефонды кеудесіне қысты. Сол сәтте ол өмірінің барлық кезеңін ой елегінен өткізді. Мектепті аяқтап, медициналық училищеге түскен кезі. 3,5 жыл бойы оқып, фельдшер болып шыққаны. Алғашқы шақыртулар, алғашқы ауыр науқастар, түнгі кезекшіліктер, шаршаған күндер. Анасы Анардың бар ауыртпалықты үнсіз көтерген жылдары. Қарындасы Құндыздың қасында болғаны. Жоғары медициналық университетке түсуі. Оқу мен жұмысты қатар алып жүруі. Анасының ауырып, ауруханаға жатуы. Әкесін күтпеген жерден тауып алуы. 24 жылдық құпияның ашылуы. Даниямен болған ауыр шындық. Данияның өзінің қарындасы екенін білуі. Осы оқиғалардың бәрі Мирасты бұрынғыдан мүлде басқа адамға айналдырған еді. Ол бір нәрсені түсінді. Адамның өмірін бір ғана оқиға анықтамайды. Адамды оның қиындыққа қалай жауап бергені қалыптастырады. Таң атқанда Мирас үйге қайтты. Анар ас үйде шай ішіп отыр екен. Құндыз да қасында. Ал біраздан кейін Ерлан да келді. Мирас есіктен кіргенде бәрі оған қарады. Анар: "Келдіңге, балам?" "Келдім, апа." Мирас анасының қасына барып отырды. Ерлан: "Кезекшілік қалай өтті?" Мирас күлімсіреді. "Ауыр болды, бірақ бір адамның өмірін сақтап қалдық." Ерлан басын изеді. "Сен дұрыс жолды таңдадың." Құндыз: "Аға, бүгін Айдана келетін шығар." Мирас күліп: "Сен оны менен бұрын күтіп жүрсің ғой." "Әрине, ол маған да ұнайды." Анар күлімсіреді. Үйдің іші бұрынғыдай ауыр емес еді. Бір кезде осы үйде айтылмаған сөздер, өкпе мен құпия көп болатын. Енді сол үйде әңгіме, күлкі, жылулық пайда болған. Кешке Айдана келді. Ол Анарға сәлем беріп, қолындағы шағын сыйлығын ұсынды. "Апа, сізге әкелдім." Анар: "Рахмет, қызым." Мирас Айданаға қарап, оның өз отбасына тез сіңісіп кеткенін байқап, жүрегінде ерекше қуаныш сезінді. Біраз уақыттан кейін олар аулаға шықты. Айдана: "Мирас, сіз бақыттысыз ба?" Мирас күлімсіреді. "Иә." "Шын айтасыз ба?" "Шын." "Бұрын ше?" Мирас біраз ойланып: "Бұрын мен бақытты болуды кейінге қалдырып жүріппін. Оқуды бітірейін, жұмысымды дұрыстайын, анамды емдетейін, отбасымды түзетейін деп жүре беріппін. Бір күні өмірдің өзі күтіп тұрмайтынын түсіндім. Сондықтан қазір бар нәрсеге шүкір етуді үйрендім." Айдана оның қолын ұстап: "Енді жалғыз көтермейсіз?" Мирас күлімсіреп: "Білемін." Олар үнсіз тұрды. Алыста таңның алғашқы жарығы көріне бастады. Мирас сол жарыққа қарап тұрып, өмірінің бір үлкен кезеңі аяқталғанын сезді. Ол әлі де университетін аяқтау керек еді. Әлі де талай науқасқа көмектесуі керек. Әлі талай түнгі шақыртуға баруы мүмкін. Әлі талай қиындық алдынан шығуы мүмкін. Бірақ енді ол бұрынғыдай қорықпайтын. Өйткені оның жанында анасы бар, қарындасы бар, әкесі бар. Жүрегінде Айдана бар. Ал ең бастысы, ол өзінің кім екенін, не үшін өмір сүріп жүргенін түсінді. Бірнеше жылдан кейін Мирас университетті ойдағыдай аяқтап, дәрігер атанды. Ол жедел медициналық көмек саласында жұмысын жалғастырды. Адамдар оны сабырлы, мейірімді және өз жұмысына берілген дәрігер ретінде таныды.
Анар ұлының жетістігін көріп әрдайым, менің балам кішкентай кезінде дәрігер боламын дегенде осындай азамат боларын білметтін деп мақтанатын. Құндыз да ағасына қарап, мирас менің ағам ғана емес, менің өмірдегі тірегім дейтін. Ерлан болса, ұлының жанында өткізіп алмаған әрбір күнін бағалауға тырысты. Ал Дания өз жолын тауып, медицина саласында білімін жалғастырды. Мирас пен Дания енді бір-бірін өткеннің жарасы арқылы емес, отбасы ретінде қабылдады. Олардың өміріндегі ең ауыр кездейсоқтық бір күні ең қымбат туыстық байланысқа айналды. Ал Айдана Мирастың өміріндегі жаңа бетті ашқан адам болды. Олар бір-бірін түсініп, қиындықта қолдап, болашаққа бірге жоспар құруға бастады. Бір күні Мирас анасына, «Апа, сіз бақыттысыз ба?» деп сұрады. Анар күлімсіреді. «Менің балаларым аман болса, менің бақытым сол». Мирас анасының қолын ұстап, «Сіз көп жыл біз үшін өмір сүрдіңіз. Енді өзіміз үшін де өмір сүріз». Анар ұлына қарап, «Сенің осындай сөз айтатын азамат болғанының өзі мен үшін ең үлкен сыйлық». Мирас анасын құшақтады. Ол сол сәтте бала кезіндегі өзін елестетті. Анасының қолынан ұстап, мектепке бара жатқан кішкентай Мирас. Ол кезде болашақта не болатынын ешкім білмейтін. Ол әкесінің қайта оралатынын да, анасын қайтадан ауруханаға апаратынын да, университетте оқитынын да, фельдшер болып талай адамның өміріне куә болатынын да, Данияны қарындасы ретінде табатынын да, Айданамен танысып, жүрегін қайта ашатынын да. Бірақ өмірдің ең үлкен сабағы дәл осы болды. Адам кейде бір шақыртуға жай ғана жұмыс үшін барады. Ал сол шақырту оның бүкіл өмірін өзгертіп жіберуі мүмкін. Мирас үшін де солай болды. Ол күн сайын ауру адамдарға баратын. Біреудің ауырғанын көрер еді, біреудің өмірін сақтайтын, біреудің соңғы үміті болатын. Бірақ бір шақырту оның өз өміріне әсер етті. Сол шақырту оны әкесіне алып барды. Әкесін қайта таптырды. Өткеннің құпиясын ашты. Отбасын қайта біріктірді. Ал ең соңында өз жүрегіне қайта қарауға үйретті. Мирас енді бір нәрсені анық білетін. Өмірде қанша ауыр күн болса да, оның артынан міндетті түрде жаңа таң атады. Және сол таңды күту ғана емес, оған қарай өзін де қадам басу керек. Мирас сол күні жедел жәрдем көлігінің есігін жауып, жұмысқа қайта кірісті. Телефоны тағы да шырылдады. Мирас, шақырту бар. Ол медициналық сөмкесін қолына алды. Барам. Көлік қозғалды. Сирена үні қайта естілді. Ал оның алдында тағы бір күн, тағы бір адам, тағы бір тағдыр күтіп тұрды. Бірақ бұл жолы Мирас жалғыз емес еді. Оның артында отбасы, жанында сүйген адамы, жүрегінде кешірім, ал алдында өз өмірі бар еді. Осылайша Мирастың ұзақ жылдарға созылған ізденіс аяқталып, өз тағдырын өзі құратын жаңа өмірі басталды.